Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бағлан Батыр, қалай жағдай? Ой, жақсы, шүкір, аман есен. Сізді тосып отырмыз, 10 минут бұрын кіріп ал. Дос-жаран, Алматыда басқалардан өзің қайын жұрт, нағаш жұртың, түгел тегіс, бажалар, балдыздар, иман қуатына Жақсы. кіріп атсыңдар. Жақсы, жақсы. Дулаттың 4 баласы, сиқымдар, дулаттар, түгел тегіс, аман есен, қоңыраттар, ағайындар бәрін, жерлестер. Қыты, дыты, бәрі аман есен. Бек жақсы, бек жақсы. Сол Шымкенттегі бауырларымыз, жерлестеріміз аман болсын. Бүкіл Қазақстан өсіп өне берсін сіздің эфирлеріңіздің шарафатынан. Көпшілік біліп қапты. Бүгін сенбі деп жаңа бір сағат бұрын эфирге қонақ келеді деп атыңызды атап, түсіңізді түстемесем де, бірақ Санжар ағама деп көпшілігі танып отыр, күтіп отқан ағайындар да бар. Ақырындап өзі дәстүрге айналып қалды. Қаншасыншы біраз сұхбат жасап тастадық. Бәрін көшіріп алып ютубқа салып отырмын. Одан кейін сол ютубта ең көп қаралым сізбенен біз тағдыр мәселесі бойынша жасаған эфир, соны ел жұрт мықты көріп жатыр. Жақсы пікірлер қалдырып жатыр. Бағлан, сенің мұна бір бітірген шаруаң осы болды. Бізде экзистенциальный психологияны философияда Карл Ясперс деген бір атаман бар, Германияның ғалымы, неміс өзі. Сол ғалымның айтатын сөзі бар. Бұлай енді адамның жан дүниесі күйзеліске ұшыраған кезде енді оны жағы психологтар миллион түрлі амал айла қолданады ғой енді адамның көңілі. Иә. Соның ішінде ең эффективный біреу ғана бар деп айтады. Адамды ешқандай дәрісіз, ешқандай қинамай емдеп жазып шығарып қалпына келтіретін дейді. Оны экзистенциялық коммуникация дейді. Оны бұрын яссауидің дәстүрінде хақ сыпырасы деп атаған. Яғни әмір мағруфтан сөйлеу. Мәнді, мағыналы, әулие әмбелердің нелерінен, көкіректерінен қайнап пісіп шығып, солардың тілінен төгілген әңгімелерді былай адамдар сұхбат құрып, екі адам, үш адам әңгімелесіп отырса болды. Содан сол әңгімеге сұхбатқа қатысқан 1000 адам өз сол жаңағы әулие әмбелердің, данышпандардың сөзінен ем табаттағына аттай шауып кете береді сөзден. Жалпы енді бізде елде моралист жетеді, ақыл айтатын адамдар жетеді, мотивация беретін адамдар менің басымдағы шашымнан да көп. Тек қана енді осындай бір экзистенциялық сұхбат құратын адамдар ғана қалмады ғой. Өте қуаныштымын. Әйтеуір адамның жақсы кім деген кезде адамның адамға пайдасы тиген деп жатады. Осы эфир арқылы қаншамасы көп нәрсені біліп қалдым. Рахмет деп алғысын жаудырып атқан кезде кәдімгідей бір рахаттанып бір марқайып қаласың. Иә. Менің де жекемді толтырып тастады адамдар. Бағлан аға шақырмады ма деп. Сонымен не керек? Бізде кәдімгі не болды андай? Инстинкт сияқты болып қалды ол кәдімгі. Сенбі болса бітті, мазамыз қаша бастайды эфирге дайындалып. Шашымызды алдырып, жуынып шайынып тұрмыз деген. Жақсы, бүгін ерекше болсын. Ал бастаңыз онда бәке. Не? Тема не? Бастайық, енді қасиетті Рамазан айы. Құдай қаласа әнмін дегенше соңғы 10 күндігі қалды. 10 күндігінен кейін айт намазы басталады. Одан кейін қажылық сапарлар басталады. Деген сияқты осы бір ораза төңірегінде, енді оразадан кейін қажылық туралы, қажылық сапар туралы кішкене әңгіме өрбітсек. Мұсылманның енді 5 парызының бір қажылық жасау ғой. Осы қажылық сапарының бір антологиясы бар ма? Соны қалай түсіндіріп беруге болады? Тек енді діни уағыз насихат жөнінде емес, антологиялық тұрғыда. Жақсы, міне қауын-қауыннан рең алады, көрші көршіден өнер алады деген екеуміз сұхбаттаса беріп, төрт рет кездескеннен кейін міне уже онтологиялық таным, онтологиялық түсінік деген сағанда жұқтым міне енді. Моральдан бізде. Яғни, онтос деген сөз, бұл нәрсе не өзі, бұның мәні не өзі деген сөз ғой. Бұл қажылық дегенде нені айтып тұрсың сен? Сен
қажылыққа бару, қағбаға барып зиярет ету дегенде оның ғибраты не? Оның бізге жолдайтын адамзатқа беретін илахи месседжі, тәңірлік месседжі не оның? Ол әу баста бұл әлем жаралмай тұрған кезінде қайда бар болып еді деп негізіне қарап кете беру. Егер осындай әрбір нәрсенің түп төркінінен, мәнінен тарқатып шығармайтын болса, онда андай жансыз дейді, жаңағы экзистенциалистердің экзистенция жоқ деп айтатын себебі сол ғой. Экзистенция жоқ деген адами сезімдер араласпай қалады, рухани сезімдер кірмей қалады ананың ішіне. Адам бір машина сияқты ананың ішінде айналып кете береді. Тобырға қосылып алады дағы нөпірдің жаңағыдай несімен, ықпалыменен ағып жүре береді. Конформист дейді ғой мына. Сондай. Енді бұл жерде басында мынау неден бастайық? Менің қолымда мынау Шәді Жаңғырұлы, сосын Алтыбармақ, сосын Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Осы үшеуінің осы кезінде Сияр Шәріп деп жырлаған пайғамбарымыздың өмірін. Енді осы Сияр Шәріп деген кітап мұсылмандардың негізі онтологиялық танымын қалыптастыратын нәрсе. Алдыңғы қазақтардың мықты болатыны, ілімге, білімге жүйрік болатыны, мынандай кез келген алдынан ғылым шықса қорықпай бірден іліп алып игеріп кете беретіндері негізі осы. Тоғыз тіл білетіні барлық осы қасиеттен дейсіз ғой. Иә, мына алдынан жаңа нәрсе шыққан кезде қорқып, сасып, оны ойбай бұл қаяқтан келіп қалды деп тұрмайды. Ананың түп негізіне түсіп тағыны ең түпкі хикметін танып қойғаннан кейін оны жұлып алады да, сосын жаңағы яссауи мәдениет деген сол сіңіріп алады тағыны, оны қазақи вариантта қайттан кері қарай ұрады. Енді осы Сияр Шәріп деген кітапты оқып отырсаңыз, бұның басында нұрдың бастауы дейді. Ол кәдімгі мұсылмандарда Нури Мұхаммад деген концепцияны жасап шығарған 10-11 ғасырда. Яғни мына кімнің Ибн Арабидің жағы вахдатул вуджуд дегені бар. Яғни мына дүние неден жаратылды, неден пайда болды деген кезде, мына бірден Алла тағаланың өзінен бірден шығармауға тырысады. Ол не үшін деген кезінде, егер барлық затты бірден Алланың өзінен шықты дейтін болса, онда пантеизм дейді. Көрінген зат Құдайға айналып кетеді. Индия деген елді білесің ғой, Үндістан деген. Иә. Вот солардың проблемасы сол. Барлық нәрседе Құдайдың сифаты бар, барлық нәрседе Құдайдың бір бөлшегі бар деген түсінік кірді ма, бітті болды. Маймыл, сиыр, қарға, өгіз, есек, не бар жыбырлаған жәндік, бәрі Құдайға айналып кетеді ана жерде. Сол пантеизм деген. Содан өлердей қорқады. Сол пантеизмнің жолын қырып тастау үшін бұны дүниені алаттағына ортаға тағы бір инстанция жібереді. Яғни Алла тағала бір нұрды жараттаған, сосын нұрдан барып ағарып, соны әртүрлі неге айландырып жіберді деп. Логос деп, мән деп айтып жүргендер сол. Енді осының ішінде ең әуелі сол Алла тағала бісмилля деп сөйлеп қалған кезінде сол сөз бұрқ етті дағыны, жағдай бір үлкен жарық нұрға айналып дағыны, сосын Тәңір тағала сол нұрға қарап тұрып дағыны, ол нұрды махаббатпен жаратқан соншама оған жаңағыдай Мұхаммед деп ат қойды дейді ғой. Сөйтті дағыны, сенің нұрыңмен осындай махаббатпен жараттым деп. Сол дүниенің бастауы деген. Жаңағы біз қажылыққа түспестен бұрын, сен қажылыққа бармастан бұрын, осы әлем қап-қара түнек ештеңе жоқ кезінде Тәңір тағала өзі құпия тығулы жатқан, қазына болып жатқан кезінде неден басталды бұл тіршілік деген сұрақты қояды. Жалпы ел болам, цивилизацияға жалғанам, өркениет көшіне ілесем, әлемдегі өркениетті ұлттың ұлыстың қатарына қосылам деген халық осылай ойланып үйренеді, осыған жаттығады миларын. Кім осыған үйренеді, солар келесі сатыға өтіп тарихтың сахнасында қалады. Кім үйрене алмайды, болды, бітті кетеді сахнадан. Енді осы жерде тұраттағына жағы нұрды алаттағына Мұхаммед деп аталатын нұр дейді ол кезде. Әлі пайғамбар шығып сөйлеген жоқ. Алдыдағы 12 түрлі дарияға шомылдырды дейді ғой жаңағы. Әділет, біреуі ар ұят, біреуі жауапкершілік, біреуі мейірім, біреу махаббат, біреу кешірім. Сол дарияға барып жағы 12 мың жылдан ба жатқан кезінде жағы нұрдың бойына Алланың бүкіл мейірім, шафағат, жомарттық деген сипаттардың бәрі сіңіп, бүкіл ғаламдағы не жақсылық болса, соның бәрі Хазіреті Мұхаммед алейхиссалату уассаламның болмысында бар еді деген әңгімені сол жерден шығарады. Сөйтіп тауыс құстың бейнесіне келтіреді тағыны, жаңағыдай қойып қойып, соның тауыс құстың жаңағыдай құлағынан, қабағынан, кірпігінен тамшылар түскен кезінде дүние жаралды деп айтады ғой. Соның ішінде жаңағы ең ақылды жаратады, сосын сабырды жаратады, сосын 4 періште шығады деген сияқты, 4 халиф жаратылады, сосын осылай адам атаң рухы деп.
Соның ішінде жаратылып келе жатқаны бір кезде, енді оған мен тоқталмаймын, оның өзі ұзақ қызық әңгіме, оған бір кірсең шыға алмаймыз, эфир өтіп кетеді. Содан тауыстың құстың мына қабағынан ба келіп бір тамшы шыққан кезінде мына жер планетасын, біздің өмір сүріп отырған жер шарын жаратты дейді. Сөйтті дағыны мына екінші қабағынан тамшылап жатқан бір тамшы нұрды алды дағыны Алла тағала су айландырып жіберіп еді, онда жердің бетіндегі мұхит, теңіз, дарияның сулары пайда болып тағын телегей теңіз топан су басып кетті жердің бетін дейді. Тағына мұрнының үстінен дөңгелеп тағы бір тамшы келе жатыр еді, оны Тәңір тағала алды дағыны өзінің құдірет қолыменен топыраққа айландырып жіберді дағыны жаңағы судың үстіне лақтырып жіберіп еді, топырақ барып дағыны мұхитқа барып гүрс етіп құлаған кезінде мына біздің қазір көріп жүрген 6 континент жер пайда болды дейді. Сол кезде дейді жаңағы жер шары айналып тұрған дейді. Сол ана теңізбен жерді әкеп екпінмен ұрған кезде толқынынан ана екпіннен шайқатылып кетті дағыны жер өзінің орбитасынан шығып кете жаздады дейді, мынандай айланып. Ана несі баланс. Сол кезде мына Құранды оқысаң ішінде көп кездеседі. Тәңір тағала мына тауларды жерге қазық қылып қағысады деген аят бар. Қазық қылып, иә. Сол аятты, сол сияр шәріпті сол жерге кіргізеді. Сол жаңа жер шайқатылып кеткен кезінде Құдай өзінің құдірет қолымен алды дағыны тауды қазық сияқты тарс тұрс гүрс еткізіп, мына жақтан Алатауды, мына жақтан Гималайды, мына жақтан Гиндикушты, мына жақтан жағы Анд тауларын тарс тұрс еткізіп шеге қаққан сияқты қағыстап еді дейді. Ана балансқа келді дағыны жер өзінің осіне тұра қалды дейді. Сонымен орбитасында айналып кетті дейді. Сол кезде жер өзінің алғаш рет осылай пайда болып қалпына келіп материктер анықталғаннан кейін жерге тіл бітті дағыны Құдайдың құдіретіменен жер дейді, жер планетасы Алла тағалаға тасбих, тахлил, зікір айтып мақтай жөнелді дейді. Содан кейін ұлық Алла оған тіл қатты дейді жерде, ей жер, қылығың ұнады, жарайсың жаңағы, тасбих, тахлилің бәрі жақсы екен деп. Сонда айтады, мен сені таңдадым дейді, жер планетасын, басқа планеталардың ішінде. Менің халифам ертең сынаққа саған түседі. Мына жердегі сынақ алаңы адамзаттың мынау дүние қоңыздықпенен мына ар ұят, ар иманды ұстасатын жағы бар ғой енді осы. Иә. Сол ар тарт, дер тарттың сыналатын жері осы сен боласың дейді ана жерде. Былайша қазіргі тілмен айтқанда полигон ғой енді жердің беті деген. Сонда жер сөйледі дейді. Уа Тәңірім, мені енді осындай өзіңнің халифаң түсетін сынақ алаңы қылып таңдағаныңа мен разымын. Бұл мен үшін зор бақыт. Бірақ енді сынақ өтетін жерде енді ауыр ғой енді. Ертең қиянат болады, соғыс болады, адамдар тау тасты жарады, теңізді былғайды деген сияқты. Қазір болады ғой мұны. Иә. Атмосфера сынып жатыр деген сияқты. Бүкіл жағы быж-тыж неше түрлі ана адами қасиетінен шығып кетіп айуанға айналған адамдар деген неше түрлі зорлық зомбылық жасап жатыр. Енді соның бәрі менде өтетін болса, енді маған бұдан басқа бір статус мәртебе бермейсің ба дейді ғой енді мен сен еске алып тұру үшін деп. Сонда жағы Тәңір тағала айтты дейді, жер дұрыс айтасың деп айтты дейді. Сен мына қиындықты осыншама көтеретін болғандық үшін мен мына жердің бетіне өзімнің бір үйімді өкіл сияқты қылып белгі символ қылып салам деп айтты дейді. Сонда жағы жер планетасының ерні жыбырлап сөйлеп тұрған ауызы сол қазіргі Меккенің мекені екен дейді, сол Қағбаның тұрған жері. Мен бұл жерге өзімнің үйімді соқтырам дейді. Сосын оның бір дәлелі ретінде мен ана қара тасты жіберем дейді. Сөйтіп барып жаңағы нені қара тасты кейін мынау Әл-Мисақ уәдесінен кейін жібереді. Енді оның да қиссасына біз қазір жайлап ақырындап келеміз. Бірақ жалпы ең басында мына адамдардың миында, санасында, мұсылмандардың дүние танымында осын қалыптастыру үшін онтологиялық таным әу баста осы жақтан басталып еді. Яғни жердің бетінде үлкен сынақ өтетін болғандықтан, бүкіл 9 планетаның ішінде жер таңдалып алынғандықтан, енді осыншама қиындығына баланс ретінде оған бір мәртебе берген кезінде Құдай өзінің үйіне алып жағы Алла тағаланы мақтап, тахлил, тәсбих айтқан ауыздың үстіне апарып тағыны өзінің қағбасын қойды дейді. Сол біз жағы барған жер планетасын онда бір тірі организм деп алатын болсаң, соның жағы Құдайды мадақтайтын жеріне барып зиярат жасайсың дегені ғой. Осындай бір басталатын жер осылай басталады. Айта берме, шай ішіп берейін. Керемет түсіндіріп бердіңіз. Енді мынау біздің енді өткендеден бері яссауи феномен туралы, яссауи бабамыз туралы
біраз әңгімелер айттық қой. Осы менде де бір естігенім бар, біздің сол Қожа Ахмет Яссауи бабамыз тәкбір тартқан кезде қажылыққа кетіп қалады екен дейді да. Сөйтіп намазын қажылық сол Меккеде оқып, қайтадан тіршілігін жалғастыра береді деп мен бір кісілерден естігенім бар. Соны енді мен нақтысын сұрайын дегенім, біздің Яссауи бабамызды қажылық жасаған ба? Ол енді қалай барған, келген? Енді мысалға мен өзімнің білетін қазақтардың ішіндегі жалпы бабалардан білетін Құнанбай Қажының Меккеге барғанын білем мысалға да, енді көпшілік біледі. Осы Яссауи бабамыз туралы айтып берсеңіз, қажылық сапарлар жайлы. Енді бұл жерде Қожа Ахмет Яссауи өте ескіде өмір сүрген, 1000 жыл өтіп кеткендіктен оның қажылыққа барғаны, я қажылыққа бармаған туралы дерек жоқ тарихи. Бірақ оны өткенде де айтылды ғой, аңыз не үшін шығарылады деген кезде Карен Армстронг жауап берді. Егер анау 1000 жылдық оқиғаларды оны аңызбен өріп тастамайтын болса, адам уақыт өткен сайын тарихи оқиғалардың ішінде шатасып, бытсып, фактілердің ішінде көміліп қалып қояды анау деп. Сондықтан Қожа Ахмет Яссауи қажылыққа барды ма, бармады ма деген енді ол мысалға бізге оның тікелей қатысы жоқ қой, ол өзінің жеке өміріне қатысты нәрсе. Яғни ол өзінің парызын Алла алдында орындамады ма, ол өзінің мәселесі. Бірақ бір кісі бір рет маған видео айтып жатыр да, негізі ол Ходжа Ахмет емес, ол негізі Қажы Ахмет дейді да, себебі қажылыққа барған адамның атына Қажы Мұқан деген сияқты қажыны қосып айтатын әдет бар ғой. Енді оның Ходжа деген руын қосып айту не қажеті бар дейді, не көп қожа болып қой дейді, үйтетін болса бүкіл қожа. Сондықтан сол Қожа Ахмет Яссауи емес, Қажы Ахмет Яссауи десеңдер, шындыққа бір жақын келесіңдер деп баяғыда бір мен телевизия жүрген кезде бір оқымысты айтатын. Бұлай енді ал енді жалпы мен жалпы өзім қажылыққа барған шығар деп ойлайтын себебім, анау жаңа қажылыққа ұшып келді деген аңыз бар ғой. Соны қажылыққа былай есекпен барып, түйемен қайтып келсе де, уақыт өте келе оны адамдар бәрібір аңызға айналдырып жібере береді. Ол сен қаламасаң да, сен ұнатсаң да, ұнатпасаң да ол аңызға айналып кете береді. Мысалға пайғамбарымыздың да 2 пайғамбар бар. Біреуі тарихта болған кәдімгі тарихи кейіпкері, герой, қаһарман Мұхаммед алейхиссалату уассалам бар. Екіншісі Сияр шәріптегі геройға айналып кеткен, мұғжиза көрсетіп жүрген, айды жарып жүрген екінші пайғамбар бар. Енді бұның дұрыс па, дұрыс емес па деп сұрақ қоймайды. Екеуінің де мәні не? Екеуі де бізге не береді? Бұның ғибраты, бұдан не алуға болады деген ғана сұрақ қояды. Сонда егер ол сен тек қана пайғамбардың тарихпен түсіндіре беретін болсаң, мына бұқара халық оны қабылдай алмайды. Оны оқымаған қаншама сауатсыз адамдар бар. Қазір ғой елдің бәрі сауаттанып жүрген. Орта ғасырда ол бір ауылда бір молда я хат таниды, я хат танымайды. Сондықтан олар тарихты ала алмайды да, білмейді де, тарихи түсінік жоқ деп. Сондықтан алақтарын бәрін сиярға айландырады дағы, аңызбен жібереді. Сол кезде ғана ол ғасырдан ғасырға өтіп кете береді. Сол сияқты Қожа Ахмет Яссауидің де жаңағы қажылыққа барды ма, бармады ма деген әңгімесі, ол жаңағы түйемен барып келсе де, оны жаңағыдай таң намазын оқып отқан кезінде 3 өтетін еді, 2 ракат сүннетін Түркістанда оқитын еді, 2 ракат парызын Меккеде оқитын еді деп аңызға айландыра береді. Алысқа бармай-ақ қазір сен де бір осы түннен ұйықтамай бір тақуалық қылып 4-5 жыл бір жылап бір қилуетте отырып, бір бойыңа қасиет дарып, бір қасиеттер бітіп, бір жаңағы шиф десең бір аурулар жазылып, бір деңе болып, бір айтқандарың түстерің орындала бастаса, болды, бітті. Сен аңыздан құтыла алмайсың. Қасыңда жүрген адамдардың бәрі көріп, біліп тұрса да, сен туралы аңыздарды шығарып тарата береді. Ол адамға бір сверхъестественный, басқа адамдардың бойында жоқ бір сәл бір рухани қабілет, артықша қасиет бітті ма, бітті, аңыз айландырып жібере береді оны. Бірден айналып кетесің. Алысқа бармай қояқшы, осы біздің заманда, осы біздің кітаптарды жазуға қатысқан 4 жігіттің ішінде біреуі былтыр Атырауға барып, 10 күн тегін семинар берген осы логотерапия жайында. Сонымен әбден әйелдегі әйелдер бар, қыздар бар, келіншектер бар, жағы жігіттер бар, бәрі тыңдап, оқ деп құлаған ғой әңгімесіне мас болып. Соны әңгімелесіп отырған кезде анау қазір мен семьяммен, әйеліммен сөйлесіп алайын деп қалтасынан телефон шығарып, жаңағы WhatsApp-пен сөйлескен ғой, видеомен осы екеуміз сияқты. Арада 6 ай өткен жоқ, маған соның аңызы келді ғой. Ана бәленшенің жүрек көзі ашылып әулие болып кетіпті, оның құдіреті сондай. Атырауда отырып дейді, Түркістанда отырған өзінің әйел бала шағасымен жүрек көзімен сөйлесті деп таратып жіберген. О, тоқтатамайсың оны. Қай әйелдің барымен аузын сен қақпақ болып жүресің, үйтіп айтпаңдар, ұят болады деп. Көрдің, жаңағы әйелдер өсек айтып,
деген сияқты алла тағала. Қазір сен де сондай бір тақуалық қылып бір отыршы, бір құлшылық ғибадат қылып, бір бойыңнан бір қасиеттер табылсын, болды, бітті, құтыла алмайсың, алла тағала шығарып жібереді. Сондықтан бұл аңыз деген нәрсе, бұл да адамның болмысында бар, адамның табиғатында бар. Оны тұншықтыруға болмайды деп айтатын себебі сол. Ол да адамдармен бірге, рационализммен бірге, суық ақылмен бірге, тастай логикамен бірге, осында ақылға бағынбайтын аңыз да қоса жасасып кете береді. Яғни ол адамда ғана бар қасиет болғандықтан да біз оны құрмет көрсетеміз. Себебі айуан, жан жануар, өсімдік аңыз деген нәрсені қақпайды да, ұқпайды да, шығара да алмайды. Бұл адамның бойында бар қасиет па, болды, бітті. Енді ол жағдайда иман шарттарына қайшы келіп шектен шығып кетпес үшін адамның ақылы, логикасы оны реттеп, соны кішкене иман шарттарына, Құранның рухына негіздеп отырады, болды. Көрдіңіз? Енді одан бөлек тағы бір әңгіме айта кетейін. Жалпы мына суфилер, яғни шариғатты, тарихатты меңгеріп келетін ақиқат сатысына өтіп әбден мастер болады ғой олар енді. Себебі алдына келген адамның нәпсінің бәрін жандай, дүние қоңыздығын тежейді тағына, олардың көкірек көзін ашып, ғайыптан сәуле ала алатындай, яғни іштегі кірін шығарады. Сосын іштегі кірді шығарсаң, түседі хақтың сәулесі, яғни оның сәулесі. Хақтың сәулесі, жүректің көзі ашылса, адамзаттың хикмет кеудесі, яғни адамдардың хикмет кеудесін аша алатын рухани мастерге айналғаннан кейін, бұлар оларға ешқашанда қажылыққа баруға акцент бермейді. Яғни Қожа Ахмет Яссауидің Диван-ы хикметтерін оқып отырсаң, оның ішінде қажылыққа баруың керек еді, сен де баруың керек еді, Құдайдың үйіне бар деп айтпайды. Себебі оның өзі шариғатта бекітілген кезінде зекетпенен қажыны мүмкіндігің болса өміріңде бір рет бар, сосын өзіңнің ақшаңа бар деп, байларға жағдайы бар. Мысалға зекетті кедейлер бермейді ғой, кедей адам зекетті алады ғой мысалға. Сол сияқты бұрын қажылыққа сол байлар ғана баратын болған, сосын жангешті дәруіштер ғана барады. Қазір ол туралы айтамыз, жангешті дәруіштердің қалай баратындарын. Олар кәдімгі жолына түсіп, бекініп, болды, мен көкірек көзімді ашамын, мен жүрек көзімді ашамын, мен ілімді ғайыптан тартамын, мен дүниесіне араласпаймын, мен осы рухани ілімнің егесіне айналамын, мен сөз ұстаған адамға айналамын деген адамдар ғана сол жангешілікпен кетеді. Сосын байлар қартайған кезінде мәнді мағыналы өліммен қауышу үшін қажылыққа кететін себебі сол. Себебі кезде қажылыққа кеттің деген сөз 70% өлдің деген сөз ғой енді. 10 адам кетсе 7 өледі ғой енді. Жолда қарақшы тонайды, жаңағы брюшной тиф болады, анау болады, мынау болады, күннің ыстығында миы қан кетіп өледі. Сөйтіп ол өліп санаулы ғана тірі келеді. Ішінен жаңағы жүзден жүйрік мыңнан тұлпарлары. Сондықтан барлық суфилерде тән бір нәрсе бар. Ол осы оны Румиге де теліп айтады, Хафизге де теліп айтады, біреуі Қожа Ахмет Яссауиге де телініп айтыла береді. Яғни Түркістанда отырған кезінде бір ауқатты бай қажылыққа бір рет барып келген, сол келеді тағына Әзірет Сұлтанға айтты дейді. Я Хазірет, осылай бір бата қылсаң, биыл оразадан кейін жаңағы мен қажылық сапарына аттансам деген ниетім бар деп. Сонда енді Яссауи өте мәдениетті, өте жұмсақ, өте сондай бір әдепті адам. Отырады, жақсы, барсаң барып қайт, Қағба дегенне Құдайдың үйі қанша барсаң сонша сауап дейді тағыны, бірақ артынан, дейді тағыны, оның негізгі мәнін жүктейді енді анаған. Негізі Қағба екеу болады деп айтады. Біреуі жаңағы Ибраһим Халилулланың ағаштан тұрғызған Қағбасы, оны өткенде айттық жаңағы. Нанның қиқымынан байып кетіп, содан барып тағыны малының бәрін сатып Қағбаны тұрғызды Ибраһим пайғамбар. Ол ағаштан тұрғызылғаны қазір кірпіштен тұрғызылып тұр енді. Екінші Қағба, Құдайдың өзінің құдірет қолымен жаратқан Қағбасы, ол адамның жүрегі деген. Яғни адамның жүрегі Құдайдың үйі деген. Енді соған менің осы жүрегіне, Құдайдың иләһи несіне, құтына, руханиятына, қазынасына құл жүректің иесі назар сала ма, соны зиярат ете ме, зиярат етпей ма деп Тәңір тағала бір күнде ең кемі 360 рет жағы құлдың жүрегіне назарын салады деп айтады. Сонда бұдан шығатын қорытынды сахарда тұр деп айтатын себебі сол. Сахарда түнгі сағат сол 3:30-4-тен кейін тұрады тағына, сол жүректеріне үңіліп, өзі сол жүрегінің ішіндегі болып жатқан құбылыстарды зерттейді тағына. Соның ішінде жаңағы илхам дейді ғой енді, пайғамбарға келетіндерді уахи дейді да, мынандай момындарға келетіндерді илхам дейді. Яғни
жаңағыдай светлый идеялар, илахи нұрлар, бір жауһар ойлар келеді. Соны ананың ішінен теріп отырады, сол зиярат қыл деп отқандар сол. Көргенсіз? Сондықтан мына Қожа Ахмет Яссауи болсын, болмаса жаңағы кімдер ғана Омар Хайямның да айтатын себебі сол. Ей, не істейсің ол жерде? Енді ол ана барған кезде көбіне мынау дүние тіршілігінде байым деп қаншама адамға тізесін батырады, мал үшін таласады, жаңағы өлетұғын тай үшін, көшетұғын сай үшін қаншама адамнан қырылады, сөйтіп барып байыптаған өмірін босқа өткізеді ғой енді. Соны енді өмірінің соңғы кезеңдеріне өткен кезінде кім біледі енді, ана жаққа барып былай Құдайдың үйін зиярат етіп қайтсам, жағдай Құдай мені кешіретін шығар дейді тағын, енді соңғы үмітімен сол жаққа қарай кетеді ғой. Сол кезде ғой жаңағы Омар Хайямдардың айтатын, ей, Қағбада сенің нағашың бар ма, онда уақытылы тамағын ішіп отырсың мына жерде деп айтады. Енді сен 70 жыл елге қиянат жасағаннан басқа дым бітірген жоқсың, өсімқорлықпен байдың, енді неменеге кетіп бара жатсың деген аналарға айтып жатқаны ғой. Сонда ол 70-ке дейін өмір сүрсе да, 70-ке дейін өмір сүреді, әркімге тізесін батырды, зияндық жасады, сөйледі, артық кеткен жер. Енді пендешілікпен жасаған күнә деп айтайықшы, күнәларын жасап алды да. Енді сол өмірінің ақырында қажылыққа барып келіп, жақсы өмір сүрейін деп барып, сол қажылық сапарын өтеп келсе, күнәлары кешіріле ма сонда? Кешірілмей ма? Енді бұл жерде мынандай моралист молдалар ұқсап, оның күнәсі кешіріледі, оның күнәсі кешірілмейді деген темаға кірмейміз. Біз тек қана экзистенция философиясының платформасында тұрамыз. Таза логотерапияның позициясына келеміз. Жалпы бұның мәні не? Бұл адамға шынымен де бір мән бере ма? Адамның өміріне бір мағына жүктей ма? Адамның өміріне бір мән дарта ма осы әрекеті деген жерден ғана қайтамыз, болды. Күнәсін кеше, ол темаға өтпейміз. Онымен молдалар өздері айналыса берсін. Енді қандай мәселе бар? Мысалға, бұрын сен қажылыққа баратын болсаң, алдын ала, мысалға, қазір Ибн Арабидің жаңағы кітабын қарадым, осы жерде қажылықтың мәні деген. Соның ішінде Шиблидің ана бір қажылыққа барып келген бір туысымен отырып сөйлесетін жері бар. Соны диалогты әдейіге беріп ана жерде. Соны ана Шибли сұрайды ғой анадан. Ей, сен ана қажылыққа барардың алдында, харамға кірердің алдында ғұсыл қиынған кезде ана ниет еттің ба дейді ғой. Енді мына жерге кірем қазір Құдайдың үйіне дейді, зиярат етуге. Соны айналғаннан кейін күнәмнің бәрін мен кешеді деп тұрсың ғой енді дейді. Соны шыққаннан кейін қайтадан енді бұл былыққа араласпаймын деп уәде бердің ба? Я ләббайк алла деп. Сен дейді, сол деп, бол, мен енді кіремін деген кезде Тәңір Тағаладан саған бір илхам келді ма дейді. Я, мен сені қабылдадым, кел енді. Сен тәуба қылшы, одан кейін мен де саған бір көмек берем деген сияқты. Сонда жаңағы Шибли айтып жатыр енді. Анау дейді, маған басын шайқат дейді. Жоқ, ондай ешнәрсе байқаған жоқпын мен деп айтты дейді. Сонда анам айтып жатыр, енді сен босқа барып, босқа келдің ғой енді, сен өрде ештеңе де алған жоқсың ғой деп. Сондықтан қажылыққа баратынның алдында жалпы адамдар негізі бұл мынандай нәрседе тұру керек. Так, мақұл бүлдірді, анау сөйтті да, ол невроз болды. Күнәм көбейіп кетті, анау өлсем тозаққа кетем деген сияқты, сонда бір эсхатологиялық түсінікке ол бір қамалып қалды. Сосын мына күнәнің бәрін жаңағыдай динамитпен атып жойып жіберген сияқты бір жойып жіберетін жолы бар ма дейді да, ол дін психологиясында бар кәдімгідей. Ана күнәсі көбейіп кеткен, құтыла алмайды, құлшылық ғибадат жасай алмайды, бір көзін таппайды былайша айтқанда. Сосын тұрады дағы мен қашыққа кетемін дейді. Жақсы, мақұл. Бар, зияратыңды жаса, айнал, жағы тасыңды ат, құрбанның шашыңды алдыр, қайт деген сияқты. Бірақ сұрақ, сен сол жаққа барып қайтып келгеннен кейін бұрынғы былығыңа араласып кеттесің бе, жоқ араласып кетпейсің бе? Келгеннен кейін өзіңді ұстап тұра аласың ба, ұстап тұра алмайсың ба деген сұрақ тұр ана жерде. Бұрынғылар осылай қоятын болған өзіне сұрақты. Қажылыққа барайын деп жатсың ғой, иә? Келесің ғой, егер аман тірі келсең, тағдыр жазса, иә? Келгеннен кейін сол қажы деген күнәсіз пәк періштедей адам деген атақты ұстап тұра аласың ба, ұстап тұра алмайсың ба деп тікелей сұрайтын болған. Егер, мен келгеннен кейін де өзім ұстап тұра аламын дейтін болса, осы қажы деген атақты мен арқалап жүре аламын, мен дүние сөзін сөйлемеймін, дүниенің айтыстарысына кірмеймін, біреуге қиянат жасамаймын, тек қана айналамды мейіріммен, махаббатпен, кешіріммен, жомарттықпен ғана ұстап отырамын, мен сондай мен потенциалым бар десе, сонда ғана айтады, мақұл ал, барсаң бар деп. Енді мысалға
жаңа Құнанбайды айтып жатсың, енді қара мынау Құнанбай қалай барды? Мынау жаңағы кімнің Бейбіт Сапаралының жазғанынан. Құнанбай мырза қажы құлшылығына сапар шеккенде жолшыбай Түркістан шаһары үстін басып өтіп, иісі түркі жұртшылығында екінші Мекке атанған Әзірет Сұлтан басына зиярат жасап, Түркістанда жерленген Тәуке хан, Абылай хан, Әнет баба, Бөгенбай батыр, тағы басқа барша ұлы қазақ перзенттерінің басына тәу өтеді. Құран бағыштайды. Сол уақытта қажылық керуендегі ең жақсы кісілердің деп ары қарап енді бұл не жалғасып кетеді. Енді келді, келді ғой Құнанбай тірі. Келгеннен кейін шарты қандай ауыр, барып келгеннен кейін. Құнанбай мысалға алдында өте сұлтан болды, авторитет болды, тізесін батырды, кәдімгідей ана тобықтылардың позициясын қорғап, ана қасындағы дұшпандармен жағы оппозициямен өзінің қатты айтысты, тартысты, ой, неше түрлі нәрсеге барды мысалға. Енді 71 жасында ол кетті. Барды дағымыз жағы 1 жыл жүрді ма, жарым жыл жүрді ма, аман есен қайтып оралды. Енді келгеннен кейін Мұхтар Әуезов көзбен көрген, мысалға. Сол айтып жатыр. Әуезов айтады. Қазірде Құнанбай жайынан айтылатын тағы бір сөз, бұл кісі баласы Абай елді меңгеріп алған кезде кәрілік жетіп, ол сөзінен шыққан, ел сөзінен шыққан дейді. Болды, дүниенің ісіне араласпаймын дегені. Сонымен 72 жасында қажыға барып, қажыдан қайтып келген соң 8-9 жыл өмірін ылғи дін жолындағы құлшылықпен өткізген. Бұл жылдардағы өмір өзінің жаратылысында бойына біткен қаттылық беріктігінің белгісімен ерекше күйде өткен. Меккеден келген соң дүние сөзін сөйлемеймін деп, ешбір жанмен тіл қатпай қойып, оңаша үйде шымылдықтың ішінде жалғыз отырып, Құдайға құлшылық қылуда болған дейді. Енді оны оның тілі байланды деп айтты дейді. Көрдіңіз, енді осыны Абай жолында көркем шығарма беретінде берген кезінде тағы да жазады. Яғни жаңағы мынан қарай енді, Абай жолындағысы. Ол Меккеден келгелі Нұрғанымның үйінде шымылдықты түсіртіп, өз мекенін өзінше бір намаз орнына айналдырғанда, барлық жұрттан жасырынғандай аулақ жататын. Қазірде тек мынау баланың өлімі осы жұрттың арасына қарт мұңдыны аз уақытта ықтиярсыз келтіргендей. Құнанбайдың күңгірт үнсіз сағаттарынан оқтап кетпей аз мәжіліске тартатын адам өз тұрғыласы Қаратай еді дейді. Сонда Қаратай деген жаңа өзінің замандасы тек сол қажылық туралы сұраған кезінде қажылық туралы ғана айтады. Сонда Абай баласы қасына келіп отырады ананың. Өзінің баласы ана Абаймен сөйлеспейді. Абай үндемей отырып орнынан тұрады да кетіп қалады дейді. Көрдің, бұл сол көздегілердің бұл қажылық деген нәрсені адам басында барардан алдын мен қажы атанамын дерден бұрын өзіне осындай жауапкершілікті ала ала ма, ала алмай ма мәселе сода. Мысалға міне карантин алда бәрімізді 2 айға қамап қойып еді, елдің бәрі невроз болып қанша мана жаңалықтарға шығып кетті. Ойбай ажырасып жатыр, күйеуі мен әйел үйінде күніге ойбайлатып әйелді салып жатыр, пәлен пәшін балдардың бәрі таяқ жеп жатыр, бәрі нервный болып кетті деп. Ал енді өзің ойлап қара, сен Құнанбай келгеннен кейін 8 жыл сен бір бөлмеге отырғызып қойса, 8 жыл. Ол бұрын бір әшейін бір сүмірейген біреу болса мақұл. Әбден 70 жыл ел билеп сөз ұстап, жаңағы аттылыға жол бермейтін, ауыздағы сөз бермейтін Құнанбай 8 жыл тіліңді тістеп, отыршы кән көрейін мысалға. Жоқ қой ондай. Көрдің, осындай нәрселер айтылмайды, осындай нәрселер үйретілмейді. Сондықтан қажыға баратын алдын адамдарға айтады, ана жаққа барып келгеннен кейін сен барма, мынаны ұстап тұра алатын, бұның бұндай ауыр шарты бар. Себебі сен қажылыққа барып келгеннен кейін бұл ойбай күнәсінен пәк болды, бұл тазарды, бұл жаңа бәрін кешірді айтады дейді дағына, соны алады. Егер оны бітті. Енді осыны Ибн Араби тағы да қызық қып талдаған. Жаңа мен бүгін оқыдым. Сонда айтады, ана дейді да, нені қара дейді, Қағбаны дейді. Оның бір аты Байтулла, Алланың үйі. Біздегі қазақтағы Байділда деген, Байдулла деген адамның аттары содан шыққан ғой, Алланың үйі дегеннен. Сол Алланың үйі дейді да, ол Алланың үйі дейді, сен материалын тамақ жейтін жерің емес дейді, өрге барып сен ет жеп қымыз соғамайсың дейді. Ол жерде рухани қазына бар. Өрде мейірім бар, махаббат бар, кешірім бар, өрде жомарттық бар, өрде топырақтық бар,
тағы не бар, осындай әділдік бар, ар ұятқа бекемдік бар. Ол үйдің ішінде сондай қазына бар дейді. Үйдің иесі сені жылына бір рет қонаққа шақырды дейді, ал келіп кетіңдер мені жаңағыдай мына жерге деп дейді. Сонда сен ана жерге барасың дейді. Барғаннан кейін сен ана қажылықты бітіріп болғаннан кейін қайтып келгеннен кейін сені көреді дейді. Анадан үлес алды ма, алмады ма? Егер келгеннен кейін бойыңнан мейірім, махаббат, әділдік, тақуалық, топырақтық, сөз сөйлемейтін, осындай нәрселерді сенің бойыңнан адамдар көрмейтін болса, соны Ибн Араби айтады. Бұндан шығатын қорытынды үйдің иесі дейді. Яғни Алла тағаланы айтып отыр. Үйдің иесі оны үйіне кіргізбеген дейді. Қонақ ретінде қабылдамаған дейді. Босына келдің, босына кеттің дейді. Турист сияқты барып келді ғой. Ау. Туристер сияқты барып келді да, көріп. Оны өзі суфилердің бұрыннан айтатыны бар жаңағыдай. Егер жүрегіңде Құдайдың бір нұры болмайтын болса, онда қағбаң сенің туризм болады. Жаңағыдай ышықпен жасамайтын болсаң, намазың гимнастика болады, тамағың сенің оразаң диета болады деген сияқты осындай жаңағыдай олар сынайтын өздерінің әңгімелері бар. Сондықтан бұл бір қызық әңгіме. Енді осы жерде бір қызық әңгіме айтайын ба саған? Айтыңыз. Енді мысалға адамдар ойлайды, енді жақсы, мен дінге аса берілген емеспін. Жалпы былай культура ретінде қараймын дейді біреулер. Біреулер енді жалпы сенемін, енді бірақ мен қажылыққа барайын деп тұрған адам емеспін. Мен үшін бай емеспін, мен үшін маңызы жоқ деуі мүмкін. Олай болатын болса, жалпы бұның онтологиялық мәні, адамзатқа беретін ғибраты, бұл жіберіп тұрған месседжі не? Ана қағбаны бар бәленбай адам айналып жатқан кезде жақсы, біз енді жаңағыдай біразын тарқаттық. Бірақ түптің-түбінде сол қағбаға барып айналдырып қоюдың оқиғасы не үшін басталды деген сұрақ бар. Енді бұл жерде бір адам мен дінге қызықпаймын, мен қажылыққа бармаймын, мен барайын деп те жүрген жоқпын деп айта алмайды. Неге деген кезде бұны экзистенция анализін жасаған кезде біз сол яссауи феноменде жазғанбыз. Мына адамның бойында, жаңа айттым ғой, экзистенциялық анализ деген не деген кезде, адамның бойында адами қасиеттер де бар. Адами қасиеттер де бар. Жан-жануардың да қасиеті бар адамның болмысында. Өсімдіктің де, тау-тастың да қасиеті бар. Періште де бар, сайтан да бар, бәрі бар. Сол адамның болмысында 18 мың ғаламда не нәрсе бар болса, адамның бойында соның бәрі бар деп айтатын себебі сол. Енді соның ішінен экзистенция анализ деген адамға ғана тән қасиеттерді, аңда, айуанда жоқ нәрселерді мына жаққа қарай ысыраттағыны, мына жаққа қарап адамда ғана бар қасиеттерді сұрыптап шығарады. Соның біреуі уәде беру, уәде деген нәрсе бар. Қазір қасиетте өте дефицитке айналған нәрсе. Уәдесінде тұратын адам көрсең, уәдесін есіне түсіре алатын адам көрсең, жылап жібересің қазір. Мына мемлекетті кәдімгі ұстап тұрған адамдар солар мысалға. Уәдесіне беріп, қазір жоғарыдан бастап төменге қарап бәрі бүгін уәде береді, ертең сөзінен айнып кете береді. Соны енді экзистенция анализінде талдайды. Мына адамның бойында уәде бере алатын және уәдесін ұстап тұра алатын қасиет бар ма, жоқ па? Әуелден 10 тостан әлем жаралмай тұрып. Енді осы жерден келеді тағын айтады. Мына Ницшенің айтатыны, адам деген таңғажайып тіршілік иесі дейді. Уәде береді дейді. Берген уәдесін кез келген уақытта есіне түсіріп, деп соны орындай алады дейді. Сен өзің ойла қазір мысалға, байқамай аузыңнан біреуге, мен саған осындай бір нәрсені істеймін деп бір уәде беріп қойшы, аузыңнан сөз шығып кетсінші. Болды, бітті, мойнына жүк түседі тағы. Соны қазақтарда айтады енді, жылқыны дейді, шылбырынан ұстайсың дейді. Жігітті дейді, сөзінен ұстайсың дейді. Сол ана жағы, емен ағашының иілген сынғаны, ер азаматтың екі сөйлегені, өлгені. Намыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді, ер азаматтың екі сөйлегені, өлгені деп айтатын себебі сол. Яғни, сен болмыс ретінде өліп қаласың деген сөз. Бітті. Енді осы адамның болмысына уәде бере алатын, берген уәдесін есіне түсіре алатын қасиет қашан дарыды деген сұрақ қояды есі дұрыс адам. Қашан дарыды? Яғни ең бірінші рухтар әлемінде жаратылған кезде міне 10 тос, түбіне бардық біз. Ең исходный положениеге. Сол жерде тұрттаған рухтардың бәрін Тәңір Тағала адам атаның беліне шығарып көбейтті дағына. Аласту бе раббикум. Сендерді жаратып тәрбиелеген раббыларың мен емеспін ба деп еді.
сен, мен, бәріміз қанша адам бар, бәрі қалу бәлі, әлбетте, я Раббым, сен бізді жаратқан ұлық Алла тағаласың деп бәріміз сөйледі. Сонда Тәңір тағала айтады, ертең ана мен жерді сайлап жатырмын. Сынақ алаңы басталады. Осы менің ар иманыма берік боласыңдар ма, берік болмайсыңдар ма? Мені ұмытып кетпейсіңдер ма? Ана жаққа барғаннан кейін дүние тіршілігіне араласқанда, сол кезде Бағлан да бар, Санжар да бар, бәрі Құдай сақтасын деп айтқанбыз біз. Бұл не сұмдық Құдайды ұмытып кету деген. Қалай ұмытамыз біз оны? Мүмкін емес ол. Біз жерге түсеміз дағыны есімізді білгеннен бастап, Тәңір тағаланың дидары қайда, Тәңір тағаланың әділдігі қайда, Тәңір тағаланың жауапкершілігі қайда деп, өлгенше сол сені іздеумен боламыз деп біз сайрағанбыз сол жерде. Уәде бергенбіз яғни. Сол кезде осы уәде енді ары қарай қисса кетеді. Енді осы әңгімені жандандырады енді, адамдарға әсер ету үшін. Сол кезде, онда дейді, онда келісім шарт жасаймыз дейді. Мына өздеріңнің сөздеріңді өздеріңе куә қылу үшін дейді. Сөйтіп бір періштені шақырады дағыны, сен доғыр жаса дейді. Осындай әләсту би раббикум дегенде қалу бәлә деп бұлар болды. Барғаннан кейін мен тек ардың жағын, әділдіктің жағын, мейірім, махаббат жағын ұстаныммен өмір сүремін деп уәде берді бұлар маған. Соны періште келеді дағыны жазады әне жерде. Осылай да осылай, әлмисақта, бәленбай, миллиард, триллион, бәлен рух. Ішінде жа Бағлан Әбдірайып бар, Санжар Керімбай бар. Бәрі осылай уәде қылды. Дейді, тарс еткізіп, әне жерге мөрді соғат. Сөйтіп, мөрді соғаттағыны ал енді мына документті қаратастың ішіне, ана періштеге келеді, періштенің қаратастың ішіне салаттағыны жерге ататын себебі сол. Ана Қағбада қаратас бар ма? Соның мәнін осылай алып шығады. Яғни ана сен қаратасқа барған кезде ішінде өзіңнің ана жасасқан келісім шарт доғыр тұр ананың ішінде. Ана періште отыр ананың ішінде. Мына біреу есіне түсті, мына біреу есіне түспеді деп ана жерде ниетіңді, жүрегіңнің бәрін көріп, атақ үшін келдің ба, абырой үшін келдің ба, жаңағыдай қажы деген атақ алып алсам, ана жаққа барғаннан кейін тағы да жаңағыдай төрге шығып, бас жеп, қонақ болып, үстіме шапан жабады деп сондай бір теріс ниетте келдің ба, жолды былықтырып елдің бәрін қанға сатып, содан тез құтылып кету үшін жеңіл жолын іздеп келдің ба? Соның бәрін ана періште аквариумдағы балықты қалай көрсе, мына адамның жүрегіндегі ниетін тура сондай анық көріп отырады. Содан кейін, енді бәрі біткеннен кейін дейді, осы оқиғаның бәрі біткеннен кейін, ана алатта қаратасты көрсеткізіп қиямет қайымда жаратта, періште доғырды алып шығады. Соның бәрін мақшарда жинайтады де, міне қағаз. Өздерің кезінде иә дегесіңдер, қол қойғасыңдар. Міне енді өздерің қағаздарыңды өздеріңе куә қылайын дейді. Енді осы бұрын мына жезқазғанда Балмағамбет Балқыбайұлы деген, Сармолла деген атпен танылған Арқаның жерінде. Бірақ ол Шерттегі Шаян бар ғой, Шаян медресесі. Сол Шаянда оқыған. Сол Шаянда оқыған Сармолданың жырына осыны енді салады. Альхамдулилля, мен болдым мисақтан бері мұсылман. Куәм менің ашхадат, шәк келтірсе кейбір жан. Раббым кім деп сұрады, әруақтарға жиылған. Үмбетпіз деп бәр айтты, басқа сөзден тиылған. Бір періште аузына бұл сөздерге құйылған. Періштені тас етіп, дидарына Мекке қойылған дейді. Ана періштені қара тасқа айландырады да, доғырды ішіне салады да, апарты қойып қояды, Құран жерде деп. Соның мәнін осындай жолдармен алып келіп барып қояды. Енді бұдан шығатын қорытынды адамның бойында, яғни уәде бере алатын және оны есіне түсіре алатын қасиет бар деген сөз. Соны мынау экзистенциалистер талдаған кезде олар латынша талдайды бұны. Сөйтіп тағына дұрыс дейді. Ана адамның өткен оқиғаны есіне түсіре алатын қасиетін осыдан ақ білуге болады. Ана ри деген приставка бар ғой бұларда, ре дейді ғой. Яғни responsible дейді, жауапкершілік арқалап жүру, бұрынғы айтқан нәрсені арқалап жүру. Reply дейді, қайта тіл қату, жауап беру. Репетицияна біздегі қайталау. Осының бәрі ри деген алдынан қойылатын приставкалардың бәрі бұрын болған нәрсені қайтадан есіне түсіру, соны қайтадан алдына алып келу деген сөз. Сондықтан мына қазір Қазақстанда әсіресе мына қазақтың жас қыздары қанға қысайтта жүреді ғой. Жігіттер алдап кетті, уәдесінде тұрмайды, анау мынау деп. Сол көрдің, мына уәде деген
қасиетті антологиясынан анау әлмисақтан тарқатып алып келіп, оны сен қара таспен түсіндіріп, оны сен жаңағыдай аңыздармен қиссалармен беріп, соны барып құлағына құйып, адамның болмысында уәдесінде тұра алатын қасиет бар. Адам сонысымен адам. Егер сөзін жұтатын болса, айтады, мынау берген уәдесін жұтты, мына адам емес, мынау айуан екен деп айтады. Көрдің? Сондықтан осындайға түсіп кетпес үшін осы жағы әлмисақтағы уәде антологиясы дегенде осыны түсіндіреді. Яғни сен ана Қағбаға барып айналып жүрген кезіңде сол уәдесін есіне түсіріп жүр ғой негізінде, енді ана жерге барып, біз баяғы әлмисақта айтып едік, енді соны дұрыстап жүрейік деп. Бірақ көрдің ба енді, оның өзі жаңағыдай да жанкештілер баратын нәрсе. Яғни барардың алдында барасың, я дұрыс, сен күнәңді кешті ма, кешпеді ма деген сияқты әңгіме, қайтып келгеннен кейін ұстап тұра аласың ба, ұстап тұра алмайсың ба, ол енді бөлек әңгіме болады. Содан белгілі ғой енді жалпы. Баяғыда мысалға бізде өнердегі бауырларымыз бар, жалпы әсіресе жастар, көпшілігі умра сапарына баруды жақсы көреді. Мен де барғам. Менің барған себебім, мен әбден жаңағыдай бүлдіреуімді бүлдіріп алып, жалпы айтқан кезде проблемамды тез-тез шешу үшін, сосын сол қасиетті мекенге барып келсем, Алматыға келсе, бір чудо болып, бүкіл проблемам шешіліп кететін сияқты болып барды да. Бардым, көрдім, умра сапарлығын көріп келдік, Мекке Мединаны көріп келдік. Келгеннен кейін, 3-4 айдан кейін менің бұрынғы әдеттерім қайта пайдалана бастады, қозғала бастады. Яғни қарыз болдым, анау болды, мынау болды, екі есе көбейіп кетті, тіптен көбейіп кетті. Содан кейін жүріп, мен мына бір нәрсені өзім түсіндім да. Яғни тура жаңағыдай сіз айтқандай, ол қасиетті жерге бару үшін негізі өзің чуданы ол жақтан іздемей, сол чуданы бірінші жүрегіңе байлап алып, өзің қаншалықты дайынсың, одан кейін барып тірнектеп, тиындап, жинап отырып, жүрек көзіңді тазалап алып, ашып алып, көкірек көзіңді ашып алып бармасаң, тура мен сияқты барып келіп жатқан туристер қаншама деген сияқты маған бір сондай бір ой келді да. Мына бізде Бағлан, дін психологиясы деген пән бар. Сол дін психологиясы дегенде, ол дін психологиясы деген адамның ақидасын, ол ақидасы дұрыс па, теріс па, ол күнә ма, күнә емес пе дегенмен айналыспайды. Ол бір нәрсеге сендің ғой, бір әрекет сеніп, бір әрекет істеген кезде, сол сенің сенген нәрсең, ана ұстанған ұстанымың, сенің миыңда қандай психология, діни психология туғызды. Бұл соны ғана зерттейді, соны ғана анализ жасайды да, лақты жібереді, отыра береді. Соның ішінде обсессивті невроз деген болады. Обсессивті невроз деген адамның миына бір жабысқа қой, жабысып кіріп алады дағыны, соның миын айналдырып, ана бейшараның бүкіл фокус дейді ғой, бүкіл дүниетаным назарының бәрін алып келеді, сол бір нүктеге қадап тастайды да, ана адам жатса тұрса сол туралы ойлай беретін болып қалады. Сол мұсылмандарға да жұғады деп сол сабақта айтады бізге. Соның біреуі осы барған кезінде. Яғни ана қажылыққа барсаң болды әйтеуір, күнәңнің бәрін кешіріп, сен пәк боласың дегенді естиді дағыны, ана барады ғой. Сөйтіп дағын жаңа сен сияқты айналады, бір чудо болатын сияқты, сосын бәрі сызылып, нөл болып, жоқ болып кеткен сияқты болады дағыны, қайтып келгеннен кейін ақпараттан қайттан бастайсың сияқты болып тұрады ғой. Бірақ келгеннен кейін көбісі, мен де өте жақсы білемін, телевидение жүрген кезде неше түрлерді көрдім ғой, мен енді жаңағыдай атақты адамдарды, нелерді. Келгеннен кейін былыққа тас төбесіне шейін батып кетеді. Енді ана өмір сүру салттарынан адам жиіркенеді енді. Сөйтеді дағыны қайтадан невроз бола бастайды, яғни мазасы қашады. Қайтадан ана күнә мыжып, қайтадан тозаққа бір ажал соға қалса, тозаққа кіріп кететін сияқты, қайтадан қалшылдап дірілдейді дағыны, анау парыз қажылығын күте алмайды. Умра дейді дағын кісісіне ақшасын жинап алады, тағы кетіп қалады. Сол кварталдан кейін қайтып келеді, келгеннен кейін тағы да былығына батып кетеді дағыны, қайтадан арадан шығу үшін қайтадан невроз болады, дірілдеп, қалшылдап дірілдей бастайды. Соны кәдімгі онда обсессивті невроз дейді. Яғни ол қажылыққа барып ләззат алудың орнына керісінше келгеннен кейін оның мазасы қаша береді. Ана как будто бір күнәнің үстіне күнә жамалып, күнәнің үстіне күнә қосылып, ана бір тозаққа кетіп бара жатқан сияқты мазасы қашып кетеді. Енді
осы нәрселерден құтылу үшін ғой жаңа кімдердің суфилердің істеп жүргені. Ей, сен осы зиярат ойға қарап жасама, сен бір рет бардың, келдің, парызыңды орындадың, қажы деген атақ бердік, болды ғой, енді төрге шығардық, мақұл. Сол жаңа қажеке деп саған басты да бердік, шапанды да жаптық, батанды да сен беріп жатсың. Бірақ енді сен күніге жүрегіңе зиярат жасап, сол жүрегіңнің ішіндегі жағымсыз пайда болған сезімдердің бәрін әркіммен бір кектесіп ұстасып жүрген кезде сенің жаңа жүрегіңе жабысқан қара дақтардың бәрін жуып шайып ысқылап кетірсейші, содан кейін ғана құтыласың деп айтатын себеп сол. Енді терапияны оқып отырған кезде соның ішінде осыған қатысты бір не береді, аңыз береді. Мынандай қояды ол жерде. Бір рухани мастер дейді, суфи деп алайық мысалға. Сол дейді, шәкірттерінің бәрін отырғызып қойды дағыны. Бір сұрақ сендерге деп айтты дейді, мүриттеріне. Иә, сендер бір құлшылық, ғибадат, бір ритуал орындайсыңдар ғой, күнәмнан арылам деп айтты. Бір тәубаға келгеннен кейін. Бәрі иә деп айтты. Енді тәубаңның қабыл болғанын, күнәңнің толық кешірілгенін қалай білесің? Сен Құдайды көріп тұрған жоқсың ғой деп айтты. Соның бәрі тұрды дағыны, әрқайсысы әр түрлі вариант айтты дейді. Мынандай, былай білуге болады, былай шығар, бәлем пәшін деп. Жоқ деп айтты дейді. Бәрі дұрыс емес. Ең сонда тұрды да, ал ұстаз, онда сіз айтыңыз деп айтты дейді. Сонда айтты дейді. Тәуба қыласың ғой деп айтты дейді. Сосын бір ритуалды орындайсың ғой деп айтты. Құлшылық ғибадат жасайсың ғой сен деп айтты. Сосын дұға қыласың ғой деп айтты. Иә. Сол бәрі жасап біткеннен кейін алдыңғы былығыңа қайтып оралмайтын болсаң, Құдай күнәмді кешті деп біл деп айтты. Алдыңғы балшығыңа қайтып келіп құлайтын болсаң, онда Құдай сенің тәубаңды қабыл қылған жоқ деп есептейміз деп айтты. Осыған тоқтаймыз деп. Сондықтан мына барып келіп жатқан адамдар осы сұрақты өзіне осылай қою керек. Яғни барып келгеннен кейін бұрынғы былығына батты ма, батпады ма? Ол қайтадан дүние сөзінен безіп, тек қана мынандай рухани әңгімені ғана сөз ұстау дейді ғой, сөз ұстаған азамат. Сөз ұстай алатын азаматқа айналды ма, айналмады ма? Дүниеге деген құштарлығы, тоқал алуға деген құштарлығы қарасаңыз, бәрі қазір уже золотая лихорадка деген сияқты Қазақстанда тоқалдың лихорадкасы деген соңғы 4-5 жыл өте қатты жүріп жатыр мысалға. Әсіресе осы дін уағыздайтын адамдардың арасында мен жаңағыдай қажылыққа барып келген, мен осындай тақуамын, менен әулие туасың, маған екінші, үшінші әйел болып тиі деп мысалға адамдардың бәрі қалай ауырып жатыр сонымен мысалға. Былықтарына батып жатыр. Сондықтан осы нәрселердің бәрін осылай антологиялық тұрғыдан айтып үйрету керек. Көргенсіз? Шындақа, ал енді біз жаңағы неге келейік енді? Жаңа сен турист сияқты барды да, турист сияқты келді дедің ғой өзің. Иә. Енді былай ол. Бағлан Әбдірайымов не үшін Меккеге жағдайы келмесе де қызығып кетіп қалды деген сұрақ қойылады. Сөйтіп тағым айтады, қасында оған ықпал ететін сондай уағызшылар болды. Олар оған неше түрлі видео көрсетті, неше түрлі интернеттегі суреттерді көрсетті. Ана жердегі красота, ана жердегі аппақ мраморлар, Құдайдың үйі, алтынмен жанды дестеленген зерленген нелер, маталар, айналасындағы қымбат гостиница, зәм-зәм суы, бәрі адамға шынымен де психологиялық жағынан қатты әсер етеді. Ана жерге барсаң, тұла бойыңның бәрін, күнәңнің бәрін бір құдіретті қол жұлып алып, сені жаңағыдай аппақ мақтадай үйіне қайтаратын сияқты болып көрінесің. Жақсы, иә, бұл енді бір шетінен сені ояққа қызықтырып тартатын сондай расында да жайнап тұрған нәрселердің бар екені рас. Енді ескі замандағы адамдар қалай барды деген сұрақ бар. Ескі замандағы адам қажылыққа баратын кезінде ол қалай ынтық болады? Интернет жоқ, телевизор жоқ, журнал жоқ, сурет жоқ. Сен о кезде Меккенің Қағбаның суреті қандай екенін мүлдем көре алмайсың. Білмейді. Жоқ. Оны қалай сен білесің? Ал, дұрыс, Құранда тұр, осындай Меккеде менің бір үйім бар, алғашқы үйді мен тұрғыздым. Сендер соның неден
Бақырған деген хикмет өлең жасады, шығарма. Соны Сәбит Мұқан өзінің өмір мектебі деген кітабында жазады. Біз ана кішкентай кезімізде молданың алдын көрген кезімізде мынандай осы түркі топырағынан шыққан ғұламалардың кітаптарын оқитын едік. Соның ішінде біреуі Бақырғанидың жаңағы Мекке туралы жазатын. Яғни сол замандағы қажылық ритуалдары, қажылық сапары туралы, қажылық шарттары туралы жалғыз интернет қой ақпарат беретін. Соны ғана оқисың, содан ғана әсерленесің. Басқа жол жоқ. Енді қараш, қандай мысалға сол кездегілер енді мына әдемі жазады. Бақырғаннан сапарға шықсам, тауап етіп қағбамды, босағасын сахарда тұтсам, көріп ханнан маннанды дейді. Ханнан маннан деп Құдай айтып жатыр. Қара тасқа қолым тұрсам, деп өртеніп тұтқанда, мадақ айтсам көңіл құрсан, таң алдында Субханға. Қарашы мыналар екен ышықпен. Енді аяғында қалай аяқтайды? Фараб дижала ғажайып таң, салады еске даламды, жырақ кетіп халайықтан, кессем бақыр орманды. Қажылардың сапын еніп, ділге сіңсе қақсыры, дұшпанымның дәті кеміп, жеңсе рухым нәпсіні. Болып біздей пақырда күй, берсе қажы қатымды, мен Сүлеймен Бақырғани, сұрасаңыз атымды дейді. Сөйтіп, бұлар соңына Байтуллаға Құдайдың үйіне ғашық болған кезде осындай бәйттерді жылап жазып отырады да, ана адамдар оқыған кезде осы құндылық ана жүректеріне барып сіңеді дағынан, сосын бар ышық махаббат пайда болады. Сол жерді көрсем, барсам, қол ұрсам, Құдайдың дидарын көрсем деген армандар содан барып туындайды. Міне, нағыз жаңағыдай қажылық. Енді мынау қазір бізде осы жерде бір Алматының бір кісісі көріп отыр, өзі Қызылорданың Жаңақорған деген жерінен. Сол мына маған келіп, Сәке, осы сіздің айтып жүрген суфиіңізіне, яссауине, зікіріне деп сұрап жүрген менен. Әр нәрсені бір өз бизнесмен. Соны бір күні менен айтқам осындай, мынау мынадан болады деп. Сөйтсем өзінің атасы қазір 96-ға келді ма сондай. Кітап жазған. Ғайс Егенбердиев деген кісі. Сол Ғайс Егенбердиев деген кісі кітап жазаттағыны, соның ішінде ол 96-тағы шал жазып отыр естелікті. Ол өзінің әкесінің 1901 жылы қажылыққа барып, сол жақта қалай қайтыс болған туралы естелік жазды. Сонда ана кітаптың ішінде тұр. Менің жаңағы әкем Айдаболұлы Әбжаппар. Әбжаппар деген әкем дейді. 1901 жылы қажылыққа кетіп қалды дейді. Кетіп қалған себебі ол Бақырғанидың жаңағы Бақырғаннан сапар шексем деген бәйтін оқып жылап отыратын еді. Көкірегіне сіңіп ана құндылық дейді. Ақырында ол соның ышығына оратылықтағыны мен мына Құдайдың үйін бір көріп, жаңағыдай Құдайдың дидарына барып, Құдайдың рухани қазынасын алып қайтпасам болмайды деп, сотта қартайған кезінде ол да кетті дейді. Бірақ 1901 жылы Мединада, Меккеде ма қайтыс болаттағыны ол сөйлде қалады. Соның ішінде енді жаңағы барлық естеліктерді жазады. Енді нағыз қажылардың жаңа біз не жайлы айттық, бұрынғы қажылыққа кететін балдар қалай, қазір қандай? Қазір мысалы мынау қажылыққа бұрын тек қана осы хақтың жолына бекем болам, болды, осы жолға алаңсыз түстім, мен Құдайдың дидарын көруді ғана армандаған адаммын деген адамдар кететін болса, яғни олар дүниенің сөзін сөйлемейді, шарты. Сөйлесе, тек қана мынандай ауыздарынан дүргауһар төгілу керек, болып бітті. Енді қазір керісінше сайқын мазақ, әртіс, сәт, мына күлекеш, не бар Құдайға жеңілтек, моралистерің бар ма, ақылшыларың бар ма, бәрін енді. Енді ол біреулер енді оны сондай конспирация бар Қазақстанда, бұл бір саясатпен байланысты деген, якобы осындай танымал әнші әртіс-пәртістердің бәрін алып барады екен дағын, сол жаққа апарып қажылықты көрсетіп, олар енді оларға бір қарыздар болған сияқты болып қалады да, келгеннен кейін солардың сөзін сөйлеп жүреді екенміш деген. Мүмкін солай болса солай шығар енді. Бірақ гәп ода емес. Мен айтайын дегенім, нағыз Қазақстандағы қажыларды көзбен көрген, солардың ішінде жүрген, ол Англияның шпионы, ол Армери Ван Бери. Мен соның естелігі. Егер интернеттен тауып алып оқысаң болады, Армери Ван Бери «Путешествие в Средней Азию» деген кітабы бар. Соның ішінде оқысаң қазақтар туралы «Путешествие в Среднюю Азию» деген бар. Ван Бери.
Енді қызықты қара, соның ішінде ана шпион, ол кәдімгі өмірде болған адам, Вамбериден. Ол өзі Будапешттің еврейі. Кішкентай кезінде бір жамбасы шығып кетіп, ұршығы дұрыс бітпей қалып, бір аяғын сылтып басады да, әке-шешесі ойбай мына қара жұмысқа жарамайды, ертең аштан өледі. Бұны ғылымға оқуға беру керек деп, анаған 8 ба 9 ба тіл оқып тастаған кішкентай кезінде. Ана ақылды ғой бәле. Сөйтіп тағыны ол көп тілді игеріп, соның ішінде мына мұсылманшылықты игеріп алады ол. Мына писір болады. Сөйтіп тағы мына Стамбулға келіп, Осман Пашаның сарайында бұл хатшы болады кәдімгідей, канцелярияда жұмыс істейді жаңағы. Хат отыратын. Сөйтіп жүреді тағыны бұл шариғаттың бәрін оқып, аят бар ма, хадис бар ма, бәрін меңгеріп алады бұл соның ішінде. Кейіннен мына Орта Азияға Ресей империясы менен Британия империясы таласты ғой енді. Мына жақта аналар Индияны тонап жатыр, мыналар Орта Азияны жаулап жатыр бізді. Соны Орта Азияға кіріп көрмекші ана Британия. Соны кірейін десе кіре алмайды, бір-екі рет кіріп көріп еді, ұсталып қалғандарын Бұхарада көзін ойып өлтіріп тастады байғұстарды, шпиондарды. Сосын ана Армери Вамбериге бұлар шығады, сөйтеді да саудаласады, келісейік. Сен енді бұлай мұсылманшада ағып тұрсың, шариғаттың бәрін шайып ішесің, аят хадисті бәріне судайсың. Сен давай Средний Азияға, Орта Азияға барасың, ақшаңды төлейміз дейді. Сонда қажылар Меккеден келе жатыр, Иранның жерін басып өтіп, Жетісуға кету керек, мына Қазақстанның. Осы біздің мына қазіргі албан суандар отырған жер. Сонда аналар тұрады да 13 ба қажы келе жатыр дейді. Британияның шпиондары сөйлеп отыр сонда. Қазақтар деп ішінде жазады кәдімгідей. Соған келе жатады да айтады, анаған қазір сен қосамыз дейді. Сон бұл бараттағыны тура жаңа дәруіштер сияқты алба жұлба үстіне киімдерін кигізіп қояды дағыны, келеді таңыра қосылады. Қайқа бара жатсыңдар? Біз осындай жаңа Жетісуға баратырмыз. Қазіргі Жаркент жаққа, мына Қытаймен шекараға, мына Харгош жақ сонда. Сонда айтады, мен Бахауаддин Нақшбандидің басына зиярат етіп Құран оқуым керек, мен ала кетіңдер дейді. Сонымен Иранның жерінен шығып кеткенше, бұларды жаңағы Англияның нелері, шпиондар қадағалап отырады, ешкімге тиіскізбей. Содан бұлар келеді да Ираннан Каспий теңізінің арғы бетінен бер жаққа қарап Түркменстанға өтеді. Сол Қанат деген түркмен бала бізді алып өтті. Соны анан жазады, 13 қазақты бастап келе жатқан Біләл деген қазақ. Сонда бәріне характеристика береді. Не деген ақ жүрек, не деген мейірімді адамдар. Шынымен де сондай жағдай. Ауыздарын ашса жүректері көрінеді. Ана шпион сонда өзі. Соны ана характеристика беріп жатыр ана қазақтарға, қажыларға. Дәруіштер ғой бәрі қаңғыбас. Соны арғы бетке алып өткеннен кейін сол кезде жазады. Ой, пырмай, мына қажылардың, дәруіштердің не деген атақ абыройды. Ана өзі түркмендер қарсылады ар жақтан Түркменстаннан. Сонда бүкіл ауыл келеді тағыны таласады ана қажыларға. Менің үйіме жатады, менің үйіме жатады. Ана Меккенің шарафаты біздің үйге жұғу керек деп. Сөйтеді тағыны келгеннен кейін Біләл екеуі отырады да, мына 13 қажыңды бізге бөлесін дейді. Сол әр үйге бөліп тастайды. Пәленше сенің үйіңе мынау кетеді, түгенше. Соның бәрі бөліп, сонда қажыларды жібермейді аналар. Ана әңгіме айтыңдар, Меккенің шарафатынан айтыңдар, бізге хикмет айтыңдар деп. Енді мынау Вамбери сөрді ұсталып қалуға сәл-ақ қалады. Ол хорошо, что ана жерде ол түркмендердің арасында ұсталып қалған. Егер Бұхарада ұсталса, оны өлтіріп тастайтын еді. Ол тұраттағыны далаға шығады. Қараса, ана Каспий теңізінің жағасында Александр Македонскийдің соққан бір қаласының ізі жатыр екен. Бұрын Македонский соғып кеткен ғой, бір уақытша тұратын бір қала. Фундаментін тасын сындырып, Астраханьға апарып сатады екен дейді. Соны бұл бараттағыны, мына не істейсіңдер дейді ғой. Соны түркмендер айтады, сатамыз дейді. Қайқа сатасың дейді. Астраханьға апарып орыстарға сатамыз дейді. Ол бір түйеге қанша килограмм кетеді, қанша күн жүресіңдер, қанша ақша төлейді деп мынау жаңағы данныйларын жинап жатыр ғой шпион. Соны аналар ауыздары ашылып қарап тұрады тағын бастарын шайқайды да қояды. Ертеңіне Біләл деген қазақ мені өзіне шақырды дейді киіз үйіне. Соны барып едім де сен шпион емессің бе осы деп айтты дейді. Соны бойбай Құдай сақтасын, мен осындай Құдай деген адамын, бәлем бәлшім, бұл не деген сұмдық, мен осындай жаңа әулиенің басына зияратқа баратырмын. Сонда айтты дейді, мына ауылда өсек деген тарап кетті. Мынау өтірік дәруіш, мынау Құдай деген адам емес, мынау қажылыққа барған адам емес, мынау зиярат жасап жүрген адам емес. Бұл кеше дүние сөзін сөйледі. Бізбен бірге әне жерде тұрып, тастың қанша килограмм болады, қанша уақыт жүреді, бағасы қанша болады, соның бәрін сұрап жатыр. Егер бұл шынымен де Құдай деген адам болса, не үшін ол сауда тірлігіне, дүние сөзіне араласады деп, әне жерде ана түркмендердің ақсақалы ананың үстіне шағым түсіреді. Сенің араңда бір жалған дәруіш кетіп барады, дүниенің сөзін сөйлейтін, кеше ана саудаға аралас деп. Соны Біләл алады да айтады, алдымыз деген білесің ба, қандай қауіп қатер, мынандай нәрсе қатер жіберме, ертең Хиуа менен Бұхарадан өтеміз, олар аямайды дейді, көзіңді ойып алады да асып қояды ана жерге дейді.
Содан бұл тұрады да ойбай мақұл қойдым дейді дағыны, тілінен сақ болады, ары қарап кетеді, қарандашы бар, дәптері бар, тығып жазып жүреді шапанның арасында бұл бәле. Сөйтеді дағы сол Хиуа мен Бұхарадан өткен кезінде сол кезде көреді ғой жаңағы қарақшы түрікмендер бәрін қалай көзін ойып өлтіріп жатқанын. Арасында қазақтар туралы жазады, қазақтарды өлтіріп. Міне сол кітапты оқысаң, сол кездегі мына қазақтардың амбициясын, сол кездегі қазақтардың дүниетанымы бәрі көрінеді. Жаңағы барған кезде бұлардың өзі түрік халықтарының ішінде Орта Азияда ең саны көбі қазақтар екен. Қай жерді мекен дейсіңдер деп сұрасаң, мына жағымыз Алтайтау, мына жағы Каспий теңізі, қазақтардың саны аспандағы жұлдыздан, жердегі құмнан көп, өзің есептеп аш деп айтады дейді. Сосын өте тәкаппар қазақтар, өте сондай жаңағыдай кеудесі басылмаған, кішкентай 6 жасар баласына шейін сөйлесейін десең сөйлеспейді. Сен жеті атаңды білесің бе деп айтады дейді. Жеті атаң санап бере алмасаң, тексіз бар жоғал деп айтады дейді. Сонда 6 жасар, 7 жасар қазақтың балалары сонда жаңағы менімен сөйлеспейді де, мен адам екенін демейді. Өте сондай жаңағыдай саны көп, бәрінің алшаң. Бұл 1846 ма 47 жыл ма сондай жылдар. Соны бұл барып аман-есен Жәркентке дейін, Қарғосқа дейін келеді бұл бәле. Сосын алар ар жаққа қарап тағы да өтеміз дейді, Қытай жаққа қарай. Мынау тұрады да, болды ары қарап рисковать ете алмай, мен үйіме қайтамын дейді да, бұл қайтып кетіп, зорға дегенде аман-есен Иранға жетіп, ар жақтан ағылшындар күтіп алып, Лондонға алып кетіп, сол жаққа барып, сол кітабын жариялап, сол шығады. Сол кітап қазір интернетте сол жүр. Ішіне ашып оқитын болсаң, әне, көрдің сонда. Мен оқыдым, есіме түсті, иә. 150-100 жыл бұрын сонда қажылыққа барып келген, қажымын деген адам дүние сөзін, саясат, сауда, ақша, доллар, мұнайдың бағасы бірдеңені айтатын болса, все попался. Айтады, сен не айтып отырсың сен деп. Сен сөз ұстайтын адам емессің ба? Болды, бітті сен. Осы жолға түстің ба, кеттің ба? Болды. Сен тек қана жаңағыдай әулие әмбелердің шығарған қандай маржан сөздері бар, жүректің түбінен теріп алған. Тек соларды жаттайсың, аузыңды а деп аштың ба, тек гүл төгілу керек сенің аузыңнан. Сен сондай жолды саналы түрде таңдадың. Сен соған өміріңді арнадың, соған ниет еттің, кеттің сен соның жолында. Не анау? Жыл сайын қажылыққа барып келіп, сосын жаңағыдай келгеннен кейін сен Құнанбай ұқсап отыруың керек. Ал енді соның қазақ мәдениетінің теріс кеткенін, осыны дінде не дейтін білесің ба? Киелі ұғымның құнсыздану дегенді сакральный ұғымның профанизацияға айналу деп айтады. Профанный деген сөз қадір қасиеті жоқ, бұндай емес деген сөз ғой. Сол анау 100 жылдың ішінде айналып кетіп еді. Қазір адамдар қажылыққа 100 рет барғанын кәдімгі ресторанда ағайын туысқандардың бәрін жинап, сол жерде той жасайтын болды мысалға. Профанизация деген осы міне. Егер осылай, егер мына қажылықты енді қадағалап отырғандар кім екенін мен білмеймін. Енді жаңағыда тоже бір конспирация бар, алып қашпа әңгіме деген сөз ғой қоғамда. Қажылыққа баратын адамдардың басын біріктіріп, оларды қызықтырып, қажылыққа деген ынта-ықыласын оятып, сосын жаңағыдай олардың ақшасын алып, путевка алып беріп, виза жасап беріп, бизнес жасайтындар бар екенміш деген, ондай да бар мысалға. Енді мен тағы да осы жерде қайталап айтамын. Бұл қажылықты қадағалап, қажылыққа баратын адамдардың жүрегіне сол хикметтердің бәрін егіп, олардың бәрінің дайындығын тексеріп, рухани қарым-қабілетін реттеп отыратын, ол қазір қолында күші бар, билігі бар, нақты ілімі бар. Ол бірақ орталық, ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, мүфтият. Мүфтият егер осы кезде бұрынғыда естеліктерге қарап отырып, қажылықтың профанизацияға ұшыраған қажылықты қайттан сакральный деңгейіне көтермейтін болса, онда Қазақстанда атеистер көбейіп кетеді. Онда баяғы советтік дәуірге қайтып барасың. Мына құндылықтардың бәрі, мына біз шығарған мына Сия шәріпің, мынау қиссасыл әмбияң, мына мың сұрақ, мына салт дәстүр сөйлейді, осылардың бәрі қайтадан СССР-дің кезінде атеистер, коммунистер осыларды қалай лақтырып жіберсе керек емес деп, тура солай лақтырып тастайтын қайтадан бір ұрпақ қалыптасады. Енді соны реттеудің бір-ақ жолы бар. Сондықтан да біз мына мың сұрақ деген кітапты шығарған кезде оқыдың ба, оқымадың ба, осының ішінде оқыдым. Жағдай тасату неден қалды, қажылыққа бару кімнен қалды деген, осының ішінде тұр. Ең бірінші қажы кім деген кезде адам ата деп айтады мынаның ішінде. Қажылық жасау кімнен қалды дегенде.
Неге деген кезде адам ата Хауана жерге түскеннен кейін жаңағыдай ана аман қаламыз деп тіршіліктерін дөңгелете бастады дейді ғой жаңа. Сол кезде дүниеге жұтыла бастады дағыны әлмисақтағы уәдесі сәл көмескі тартты санасында дейді ғой. Соны Тәңір тағала тұрды да адам атаға айтады, дереу қағылық жасайсың, мен үйіме бар дейді. Соны қаяқтан табамын деген кезде қара тас болады, белгісі сол болады. Ал мен жолды білмеймін дейді. Сол кезде айтады, мен саған қазір бір көк қарғаны жіберемін, сен сол қарғаның ізінен еріп отырасың, сол алып барады дейді. Сөйтті жаңағы қарға шықылықтап алдына ұшып отырады, бұл артынан жүріп отырады. Сөйтті дағыны қазіргі Меккенің жеріне барған кезде сол қара тасты көреді. Сол қара тастың ішінде өзінің баяғы берген уәдесі тұр. Сол есіне түседі да, иә, мен айтпақшы бұл дүниеге жұтылмаймын, жүрек көзімді ашамын, ар иманға бекем болам деп едім ғой деп есіне түседі дағыны сол фундаментін құйып, жаңағы қағбаны тұрғызып қояды. Кейін сол азып, тозып, ескіріп, бәрі сынып құлағаннан кейін екінші рет қайтадан ремонт жасайтын кезінде жаңағы Ибраһим пайғамбарды жіберді деп айтатын себебі сол. Көргенсіз. Сондықтан сондай құндылықтардың бәрін осындай кітаптар арқылы, аңыздар арқылы жүрегіне салып отырмайтын болсаң, онда бұл тағы да айтып отырмын ғой, профанизацияға ұшырайды, қадір қасиеті жұрдай болады. Содан кейін уже бұдан 100 жыл бұрын қажылыққа барып келген адам мысалға Құдайдың жердегі бір өкілі сияқты жүретін еді ғой. Қазір қажылыққа барып келген адамды прикол ұстайды да, просто отырып адамдар. Барып қайттың ба, күнәң кешірілді ма, сен пәксің ғой, андай ғой, әжуалай береді, сахнаға шығарады. Қараш, ең киелі, ең қастерлі, ең аяулы, ең сакральный ұғымдар сахнаға шығып, уже әртістер оларды сайқымазақ қылып, соны әртістер уже соны әжуалай бастағаннан кейін, бұл бітті деген сөз ғой уже. Уже халықтың көкірегінде сүйенетін бір киелі ұғым қалмады деген сөз. Сондықтан кәдімгі көздің қарашығындай жан алысып, жан берісіп осын сақтау керек. Ал сақтаудың шарты жаңағыдай. Яғни қажылыққа баратын адамдарды ол бір мүддеге пайдалануға болмайды. Бәріне, сен жап-жас болып қайқа барасың, тоқтай тұрыңдар, дайынсың ба, өзің сенімдісің ба, келгеннен кейін қажы деп атанасың сен бұл атақты ұстап тұра аласың ба, көтеріп тұра аласың ба, сен келгеннен кейін баяғы былығыңа бататын болсаң, айналдағы адамдардың бәрі мазақтайды, күледі сен, қажылыққа. Сөйтіп дағыны міне, мен телефоныма кеше Атыраудан бір бала жіберді. Өз бұлай біздің кітаптарға қызығып, бұлай рухани ізденіп жүрген ғой енді. Соның әкем менің дейді мына рухани жолға түскеніме, қыз ілімді үйренгеніме қарсы мынандай қажылықтың аферасы туралы мынандай видеолар мен аудиолар жіберіпті деп маған переслать етіп жатыр. Соның ішінде мысалға қажылық деген ол бар болғаны ана Сауд Арабиясының несі ғой ол бизнесі. Әр қазақ барған кезде сен өзің ойла, $3,5 мың тастап кетеді. Бір жылда бәлен қазақ барады. Әлемнен бір бәле миллион барады, бір бәле миллион, бір бәле кешсең, бір бәле $1 миллиард болады деп ана шырылдатып айландырып жатыр. Көрдің ба? Егер қазіргі заманнан қарайтын болсаң, ол сен шынымен де солай ойлап қаласың. Ананы қазіргі Саудияның бір ушлы арабтар отырып алып, давай ақша істейік деп, бір соңғы бір 50 жылда ойлап тауып, сөйде бір ақша істеп отырған сияқты неге түсіп қаласың. А сен 150 жыл бұрын Меккеге бару деген ол ешқандай да роскошь емес тұғын. Сен өгізде өлімге барып келесің. Ана күн деген датау ыстық, ол барғанша разбойниктер, қайтқанша разбойниктер ол өліп қалаздайды. Ана даже мына Құнанбайларынан бері қарап барғандардың өзі сол жағы. Қалай барады? Өзі екі ақпа жолы бар оның. Біреу мына Самарқаннан Иран жаққа қарай Ауғанстанға Мазари Шарифке өтіп, сол жағы Иран арқылы кететіндері, мынау Ирак бірден құмның ұшымен, екіншісі мына бертіндегі Россияның арқасында барып жүргендер Омбыға барады, Омбыдан Петербургқа барады да виза алады. Олар сені Қара теңізге Қырымға жібереді, сөйде Симферополь ма, сөйге барады, мысалы Тбилисиге барады. Олар ада Қара теңізден ары қарай Стамбулға жібереді. Стамбулдағылар ауруың бар ма жоқ па тексереміз, карантин дейді, бір ай тағы да кеменің ішіне жатқызып қояды. Өлетіндерің болса өліп бітіңдер деп. Сол кеменің ол қайбір ол қазіргідей саған теплоход дейсің бе? Ішінің бәрі комфорт, ол атам заманғы ескіріп кеткен бәле ғой ол. Соның ішінде жатады, өлетіндер өледі, қалатындар қалады. Сосын ол кезде қажылыққа бара жатқан адамдар өлімге бара жатырмыз дейді дағыны, белдеріне жанында 2,5 метр, 3 метр матаны шытты орап алады. Егер теңізде, Қара теңізде, Қызыл теңізде кетіп баратқан кезінде ажал соғып өлетін болса, сол беліндегі матасын өзіне кебінге орайды, теңізге лақтырады. Бітті сонымен жағы жаныңды Тәңірге, тәніңді теңізге тапсырасындағын сонымен кетті. Содан кейін ұрпағың атамыз осында қажылықта жүріп қайтыс болған жай жәннатта дейді, болды бітті сонымен. Көрдің? Сондықтан сол Қызыл теңізге бараттан одан барып түседі, сол аңсардан қарабын түйемен алып кетеді.
сол күші жетсе Мединаға дейін барады, күші жете алмаса сол Меккеден қайтады, болды. Ол кезде гостиница жоқ, кондиционер жоқ, ресторан жоқ, кафе жоқ, түк жоқ қой ол кезде. Ол өліп қала жаздап барып әрең дегенде ол кәдімгі тозаққа барып келген сияқты барып келетін болған ғой. Енді осыны тағы да бір аналогия жасайық. Ибн Араби, осы жерде тағы бір қызық айта кетейік. Мысалға дейді, айтады дейді, Қағбаны айналған кезінде жақсы адамдарды айналып жүр, Құдайдан безген, жаңа теріс ниетті, пейілі бұзылған адамдарды айналып жүр дейді. Енді соны айтады. Енді ол Қағба бір Құдайдың үйі ретінде, бір символ ретінде, адамның көзіне көрінетін объект ретінде ол қойылды. Жалпы мұсылмандардың бәрі өзінің бір, Алла бір деген түсінікті ұстап тұру үшін қойды ана жерге дейді. Енді оның екінші рухани жағы бар дейді. Ол айтты дейді, менің екінші үйім сенің кеудеңдегі жүрегің дейді. Яғни Алла тағала айтты деген хадисте келеді ғой жаңағыдай, мен аршыға да сыймаймын, күрсіге де сыймаймын, 18 мың ғаламға да сыймаймын, жүрегіне сыям деген. Соны айтады. Енді адамның жүрегін қара дейді, Ибн Араби айтады. Сенің жүрегіңді арам ойлар да торуылдап бүйтіп айналып жатыр дейді. Жақсы ойлар да айналып торуылдап жатыр дейді. Көрдің бе, зиярат жасаған кезде сенің жүрегіңді тек қана нұрлы, сонда илахи ойлар айналып жатқан жоқ қой, не залым, арам ойлар, анан жүрегіңді түртіп бүйтіп айналып жатыр ғой, зиярат жасап жатыр ғой. Енді дейді, Ибн Араби айтады, гәп қай жерде дейді? Гәп бірақ жерде дейді. Ана адам жүрегінің сыртында соны бүйтіп айналып жүрген залым ойларды, қиянатшыл, зорлықшыл ойларды жүректің ішіне кіргізіп алып, сосын жүректің ішіне кіргізгеннен кейін бес сезім мүшесі арқылы, денелер арқылы оны сыртқа шығаратын болса, яғни материализовать ететін болса, ана залым ойларды, зорлық, зомбылықты дүниеге шығаратын болса, онда болды, бітті шаруасы дейді. Ол ең оңбаған адам сол болады дейді. Ал егер сен жүрегіңді бір арам ой торуылдап зиярат жасады, сен кіргізген жоқсың, үркітіп қудың, кет деп. Жаңағыдай вайда дакараллаху ханаса вайда гафала файда дакараллаху ханаса вайда гафала уасваса дейді ғой. Алланы еске алған кезінде сайтан тұмсығын тартады, ғапыл қалған кезде қайттан кіреді деп. Сол сияқты кет деп шығарып жібердің ба, болды. Онда ештеңе де болмайды. Дәл сол сияқты жағы зиярат жасап болғаннан кейін мақұл, енді сен жағы былғанып бардың дейік о жерге. Сөзін 7 рет айналдың, өзің солай тазардым дедің. Келгеннен кейін болды, енді сенің мына дене мүшелерінен ешқандай бір қиянат, зорлық, зомбылық шықпайтын болса, онда болды, бітті дейді. Онда бәрі норма деп есептейміз. Арғырап кете береді. Қабыл болған қажылық деп есептейді, иә? Қабыл болған қажылық деп есептейміз дейді. Сондықтан жалпы жастарға, осы мұсылманшылыққа қызығатын адамдардың бәріне осындай онтологиялық таным түсінікті жүктеп үйрету керек. Олар қажылыққа баратын адам өзінің мойнына миллион тонна жауапкершілік арқалап әкетіп баратқанын білуі керек. Сенің кесірінен келгеннен кейін, сенің былыққа қайтадан батқанның кесірінен құр болса елдің ішінде атеистер көбейіп кетеді, болды. Себепкер болып қаласың. Болды, онда Советский Союзға қайта саласың, болды, бітті. Олар, ол атеистер деген мынандай рухани құндылықтар тұтынбайды ғой, нигилистер ғой олар. Тұтынбайды ғой мынандай кітапта. Баласына оқытама, сосын мынаны атеист, мынаны оқытама. Болды, бітті, тастайды. Уже құндылықтан сен қағылдың деген сөз, ештеңе. Ал құндылықты адамға беретін, трансцендентті құндылықты, адамның көңілін ашатын, адамды мынандай бір ғайыпқа құмар қылатын, адамды бұл өмірден кейінгі өмірге өте мықты дайындайтын, ол бәрібір рухани ілімнен басқа ілім жоқ. Альтернатива жоқ қой бізде. Өте жақсы. Өте жақсы. Осы кәдімгідей қиялға беріліп тұрып тыңдап кеттік қой. Зәмзәм су туралы сұрайын деп отырмын сізден. Зәмзәм су туралы сұрайыншы деп тұрмын. Шөлдесең сусының болады, ішсең қарның тояды деп, сол зәмзәм судың қасиетін, қадірін жалпы жақсы көреміз ғой, бүкіл мұсылман жақсы көреді. Осы туралы да өзіңізде бір кішкене қосымша айта кетесіз бе? Енді зәмзәм суын оны біріншіден біле алмайсың. Біле алмайтын себебім, бұл Мекке қаласын жаңағыдай діні бөлек адамдар кірмейтін қылып істеп тастағаннан кейін,
ол Меккені технологиясы дамыған, ғылымы дамыған басқа батыс Европаның ғалымдары келіп оны зерттей алмайды. Оған тек қасиет. Сондықтан ол тереңдігі қанша, қай жерден шығып жатыр, құрамында не бар білмейсің сен оны. Мүмкін енді мұсылмандар біреулер зерттеп андай бар мындай бар десе деген шығар. Мен по крайней мере менің қолыма ондай бір дерек түскен жоқ. Бірақ жалпы мен де сол енді зәмзәм суы осындай дегеннен кейін сеніп кете бересің. Енді жағы аңыз бойынша Ыбырайым пайғамбардың жағы Бибісара мен Бибіажар деген екі әйелі күншіл болып бір-бірімен ұрысып араларына сайтан от жақты дағынан сонымен жағдай Бибіажарды Смағұл деген баласыменен шөлге апарып лақтырып неге айырыла қалдырып кетесің дейді ғой енді. Сол Алла қылғасын дейтін. Соны барады дағына айырылда құмның ішіне тастап кеткен кезінде не су жоқ, не басқа жоқ. Сол ары бері жүгіріп отқан кезінде кішкентай бөпе өкшесіменен жерді бір теуіп сөйледім. Бұлақтың көзі ашылды да жаңағыдай зәмзәм деген зәмзәм деген анау қашпасын деген ба арабша сондай бір сөз ғой, мен ұмытып қалдым. Жинал деп айтамын. Жинал дейді ма сондай, ана су қашқан кезінде. Содан зәмзәм деген құдық шықты дағына сонымен ішіп кетті дейді. Бірақ енді менде зәмзәм суды алып келіп жүр ғой енді барып келгендер. Шынымен де ішсең, шынымен де оның қасиетін мойындау керек. Ерекше су, басқа суға да қоссаң дәмін өзгертіп жібереді. Сондай. Тем более оны ана Жапонның ана Эмото Масару деген ғалымы бүкіл өмірін арнап тек судың структурасын зерттеумен айналысты ғой ол. Соның ішінде солды айтып, тірісу деп, соның ішінде Алланың есімдері айтылатын, мадақталатын жердегі суларды мұзға қатырып кристалдарын алған кезде әдемі махаббаттың, мейірімнің сондай символын көрсететін болып әдемі өрнек көп шығаттағыны ал мынандай атыс, шабыс, соғыс, өсек, аяң айтылатын жердегі судың структурасы өте қорқынышты болып қалыптасады деп. Сондықтан сол судың оны енді Эмото Масарудың кітабын алып оқу керек оны. Ол да дүниені біраз шулатты ғой, сол сумен ағатын шығарды ғой, сол судың құрамы 5 па 6 кітап жазып тастады. Кәдімгідей фанат болып кетті ғой соған. Әлемнің әр түріндегі сондай киелі суларды алып алып, соны мұзға қойып қатырып, соны жаңағыдай немен микроскоптан көріп жатады ғой үйінде, Жапонияда. Сондай. Сондықтан жалпы түсінікті. Бүгінгі егер әңгімені түйіндейтін болсақ, Бағлан әке, бұл бүгінгі әңгіменің айтылатыны қажылық дегеннің онтологиясы, түпкі мәні не деген кезде уәдеге берік адамдарды қалыптастыру деген сөз болды бітті. Өте жақсы. Сен қажылыққа барасың деген сөз, сен айтқан сөзіңе жауап бересің деген сөз. Уәдеңді ұмытпайсың деген сөз. Бітті, болды. Ең түпкі баратын жері сол. Жаңағы Әл-Мисақта берген уәдесін сол жерге барып есіне түсірген сияқты, жалпы қажылық деген нәрсе негізінде ең түпкі мәні, ең түпкі мақсаты қажылықты парызылуындағы ар жағындағы ең түбінде не тұр деген кезінде адам Әл-Мисақта берген уәдесін ұмытпай осы дүниеде арқалап жүре алатын таңғажайып тіршілік иесі деген месседж болды, бітті. Сондықтан 5 парыздың бірі болып есептелінеді. Сондықтан 5 парыздың біріне кіргізіледі. Себебі уәде Құдай сөзі деген, сосын ол уәде деген нәрсе, уәдеде тұру деген нәрсе жалпы мемлекет үшін өте маңызды нәрсе. Егер уәдесінде тұрмайтын, уәдесін бір уәде берген екен ұмытып, бір-бірін лақтырып кете беретін, бір-бірін кедей жете беретін адамдар көбейе беретін болса, яғни бізді басқарып отырған басшыларға да қатысты. Олар да халыққа уәде беріп, оны орындамай алдай беретін болса, халық пен биліктің арасында бір-біріне деген сенім кетеді. Бұлар алдай береді, бұлар өтірік айта береді дейді тағына. Сөйтіп тағын екіге ажырайды. Сосын ол бір күні халықтың әбден көңілі қалып біткен кезде, дымы қалмаған кезде көшеге шығады тағына, сонымен бардак басталады. Революция. Ол ешқашан жақсылық алып келмейді. Революция деген ол бітті уже, тынды шаруа, мемлекет жоқ болды деген сөз. Сондықтан еңкейген баладан еңбектеген кәріге дейін сен адамның бойында уәде бере алатын қасиет бар, және ол соған бекем болу керек деген нәрсені осындай символдармен сіңіресің. Көрдің? Өте жақсы. Так что осындай, мына біздің осы ислам дінінің, ислам өркениетінің, Құран деген кітаптың бізге беретін нығметі, бізге беретін сыйлайтын философиялық күші, рухани қуаты, рухани шабыты осындай нәрселермен білінеді. Ал егер Құран жаңағыдай профанизацияға ұрынып, ақшаңды жинап алып, 3 ай сайын барып күнәмнан арылып келейін деп, жаңағы обсессивный невроздың несіменен, ағысыменен құр барып, тапқан ақшаң сояға барып, сол жердегі
Қытайдан товар алып келіп сататын ана арабтың саудагерлеріне беріп келе беретін болсаң, мәні жоқ оның ешқандай. Жоқ, дұрыс, Иә. Сондықтан солай болсын Бағлан. Сен енді жақсылап дайындал келесі қажылығыңа. Бірақ енді келгеннен кейін, мына даусың отырғаннан кейін ба өлең айтпайтын болуың керексің ғой. иә, шыны керек, мен өзімде де біраз солай бір анализ жасап, қай жерден қате кетті, қай кезде бару керек, қадір қасиеті қандай, өзімше бір саралап қойдым. Шыны керек, бұл жерде енді мен қазір мынау уәде деген нәрсені мен қазір енді естіп отырмын. Яғни түсінгенім уәде бұл жерде. Одан кейін шынымен дайынсың ба, дайын емессің ба сапарға барып келуге деген сияқты үлкен жауапкершілікті сезінуің керек екен. Келгеннен кейін біз сені қажы деп құрметтейміз. Біз сені қажы деп отырғызамыз, шапан жабамыз, басты береміз, батаны саған айтқызамыз, бергіземіз. Бірақ сен сол атақты көтеріп тұра алатыныңа сенімдісің ба деген оған солай сұрақ қойылады. Келгеннен кейін тағы ыржалаңдап, жаңағы сақалыңның ағы бар, балалығың тағы бар дегендей, балалығың қайттан көрінетін болса, онда бітті шаруаң. Бұны реттеу жаңағы муфтияттың қолында. Солар істей алады. Егер істеймін десе, істейді олар. Иә, контроль жасау керек, не үшін бара жатсың? Шамаң жете ма? Иә, шамаң жете ма? Яғни жүректеріне осы құндылықтарды егу керек бірінші. Осындай. Ал ол моральмен, нұқумен болмайды. Ол тек қана осындай өзінің мәдени жолы бар, жаңағы Құран методы қиссалармен келеді, аңыздармен келеді, кішкентай балдарға үйретіледі. Сондықтан минбарларда айтылады, уағыздарында қолданады олар. Енді муфтияттың күші деген ол сұмдық қой, ол 14 облыста, оның 14 орталығы бар, аудандардың бәрі бар деген сияқты. Бүкіл Қазақстанда бір күнде осы уағыз айтып, бір күнде адамдардың қажылыққа деген несін түсінігін өсіріп жіберуге болады, сана сезімін. Уәде антологиясы деген болады. Демде ол. Менің қолымнан келмейді, біз әшейін ясауи феномен жазған кезде оған талдау жасадық, өттік, кеттік мысалға болып, одан кейін сенімен осы әңгімелесіп отырғаным. Жақсы. Сәке. Ал жаңағыны ол уәде антологиясы болмыста бар ма жоқ па дегенді ол ницшелер ғой, енді олар өзінің батыстың стилінде талдап жүрген. Олар енді өздерінің методтарына салып талдаған, бірақ біз осы әл-мисақ уәдесін қолдану арқылы олардан да асырып жібердік. Егер Ницше пақыр тірі болса, біздің кітабымызды оқып, біздің талдауды көретін болса, пақыр басын шайқап, шляпсын шешер еді. Қазақтар сұмдық екенсің десеңдер, мына менің миыма кіріп шықпапты деп. Сондай бізде рухани потенциал бар деп айтып жатырмын. Жалпы Орта Азия халқында. Қырғыз болсын, өзбек болсын, түркмен болсын, бәріне. Енді қалғандарына шаруам жоқ қазір біздерде. Жалпы мен қазақтарға қатысты айтып жатырмын. Осындай. Жақсы, керемет. Пікірлерді қосып қойдым. Ел жұрттарда алғыстарын жаудырып жатыр. Ол жалпы жаңа өзіңіз айтқандай уәде Құдайдың сөзі. Ол қажылықтан бұрында пендешілік өмірде қаншалықты уәдеге тұрып жатырмыз, қаншалықты уәдеге берікпіз, сөзімізге қаншалықты жауап беріп жүрміз, жігіттігімізді немесе ерлігімізді өз-өзімізге қаншалықты дәлелдеп жүрміз деген мың сұрақ шығып кетті бір сұрақтың артынан. Осы бір нәрсені түрттің ба, болды, бітті. Ол ананы ойды толқынмен толқын туғызып кете беру керек. Сондықтан жаңағы адамдар айтады ғой, ойбай, қазақтың жігіттері азды, тозды, уәдесінде тұрмайды, анау-мынау. Әлбетте солай болады енді. Себебі онтологиялық тұрғыдан адамның бойында уәде бере алатын және уәдесін өлгенге дейін ұстап тұра алатын қасиет бар дегенді аңызбен, қиссамен өзінің традиционный жолымен сен сіңірген жоқсың ғой. 2000 жылдардан былай қарап сауда жасаған кезде лақтыру деген ұлттық менталитетке модаға айналған жоқ па? Біреуді лақтырып ақшасын бермей кетсе, соны класстастары, жора-жолдастары мақтап арқасынан қағып, молодец, красавчик, красиво лақтырдың сен оны деп, соны кәдімгі ұлттық геройға айналдырды ғой, аферистер. Болды. Без лоха жизнь плоха дегенде әңгіме шығып кетті ғой. Иә.
болды, бітті енді. Ондай жабайылықпен, ондай надан менталитетпен, ондай қараңғылықпен бізді тыңдап көріп біліп отырған кім бар? Бәрі уже қоштасу керек, айналасына айту керек. Болды. Уәдеге берік болу деген антологиялық сипатымызға қайтайық деп адамдар. Санжар аға, мен сонда адамның ең құнды качествосы, адамды сапалы ететін, абыройлы ететін, ең мықты ететін бірақ нәрсе болып шығып тұр ғой, уәде. Солай деп айтсаң болады. Не үшін енді Құранда сол Аласту бираббикум деген аят қылып қойып, соны ұрғылап жатыр мысалға. Себебі мемлекетті, ұлтты, қоғамды ұйыстырып, соны ұстап тұратын экзистенциялық феноменнің ең маңызды феномендердің біреуі уәдеге берік болып бітті. Уәдеге берік қазақтың жігіттері көбейсе, қазақтың қыздарының құдайы береді. Шляпілерін аспанға лақтырып билейді. Одан кейін шетелге күйеуге тию деген моддан қалады. Уәдесіне берік қазақ жігіттері көбейсе, мына өзбек, қырғыз, орыстың қыздарына қазақтың жігітіне күйеуге шығу моды болады, талас болады баяғы 36 жылдардағыдай. 30 жылдары қазақтың оқыған жігіттеріне күйеуге тию жарыс болды ғой, татардың қыздарының арасында. Сол сияқты. Қазір бізге келмейді. Не үшін? Қайтып бәрі аферист. Уәдесінде тұрмайды. Сондықтан мен ерде отырған жігіттердің бәрін айтам, давайте жігіттер, уәде деген мәселеге уәде антологиясы дегенге берік болайық. Сөз берме, берсең өл тіріл орында дегенді ұлттық мінезге айналдырайық. Бір 10 жылдан кейін болды, бітті. Содан кейін қазақтың қыздары үркіп тұрмайды да, бір жігіт сөз салған кезде мені алдап кетпей ма, лақтырып кетпей ма, мен пайдаланып кетпей ма деп уайымдап тұр. Алам деді ма, бітті, кетті. Соны алап, үйленеді, бақыт болып, до конца тұрады сонымен. Ал қазірше, вдруг болмай қалыватса, басқа біреуге үйлене салам деген екінші андай запасной аэродром ұстап тұрады ғой қазір біздің балдар. Содан кейін семья институт тұра ма? Семья институт құлағаннан кейін болды, қоғам ыдырайды. Қоғам ыдырағаннан кейін мемлекет тәуелсіздігінен айырылады. Жақсы, Сәке, әдемі нотада бітірейік сосын. Жақсы, болды. Мен де шаршадым. Әйел бала шағам шай ішейік деп, олардан мен күтіп отыр шай ішпей. Бүгінге неғылы жетер. Егер қаласаң, тағы да әңгіме бар, болашақта айтатын дегеніміз ғой енді. Келесі сенбіге тағы да дәл осы жерден ары қарай жалғастырып кетейік, бұйырса. Жақсы, онда менде тағы да бір қызық тақырып бар, айтылмай жүрген өте маңызды. Соны құлағыңа сыбырлап айтам ертең онда. Жақсы, онда біздің көрермендерде сол субботаға осы бастан миларындағы биологиялық сағаттарын реттей берсін, будильниктерін. Келістік? Жақсы, келістік. Оразаңыз қабыл болсын, жанұяңызға сәлем айтыңыз. Ал Бағлан, енді бұрын жаманды жақсылы енді қажылыққа барып келді деген атың бар екен, Дылан қажы деген. Енді жоқ, ол саналмайды. Құдай қаласа оған үлкеніне барамыз, Алла қаласа. Жақсы, онда нөлден бастайсың онда. Онда осы бастан Яссауи хикметтерінен, Бақырғанидан жайлап оқып бастай бер 1000 сұрақтан. Жақсы? Жақсы. Мен кеттім онда. Көріскенше. Жақсы, ассалаумағалейкум. Маха.